қазір білесіз бе, пара алатындар биткоинмен алатын. Бұрын ауылдан бәрі цех болды ғой, ана біздің Жәнібектің болды, мысалы анда мында. Криптобиржаның тағы бір минустары банағыдай енді қылмысқа жалдайды ғой, киллер дейді басқа, вот сондайлар жылынан 1 миллиард бөлінеді, егер білсеңіздер. Дәукең ана көтеріп жатқан нәрсесі, мысалы карьерлар 68 карьер бар ма? Боратып жатыр ғой. Карьер сұрайды, жаңағы басқарма кәсіпкерлікке кедергі келтіру болып қалады, жаңағы отказ соқса. Аналар рұқсат беріп жібереді. Сосын күресетін экологтар, қоғам белсенділері. Аналар отказ соғатын не жоқ дейді бізде. Негізі карьера деген охрана емес, оның да орналаспай ма? Андай қылайды. Орман, судың жағасына 1 метр су қорғау аймағы бар ғой. Орман қорғау аймағы. Карьер өз алдына жерді қазып жатыр ғой. Бұлар жайықтың астын қазып жатыр, түбін қазып жатыр. Дәулемек соны қозғайын деп тұр. Қазақстан бойынша нетпеген нәрсе ол, мысалы. Түбін қазып жатыр. Оған рұқсатты жерге рұқсат беретін адам береді. Ол асты деген, асты жерге саналмайды ол, мысалы. Ол судың асты. Сосын екіншіден, мысалы жердегі карьерге сен объем бере аласың да, мен осындай объем қазады, көзімен көрінеді. Анда сен зәт қазып жатыр, қанша қазып жатыр білмейсің да. Сосын келіп жатырмыз да, жайық бітеліп жатыр, аналар бүйтіп астында құмды көтеріп жатыр да, ол барып тұнып арал пайда болып жатыр. Сосын жайық тартылып қалып, арал пайда болды деп жатыр. Мынандай нәрселерді бір-біріне. Қайырлы күн, көрермендер, тыңдармандар. Біздің назарда подкастының бүгінгі қонақтары заңгер, облыстық қоғамдық кеңестің, әдеп кеңесінің мүшесі, Әділдік жолы республикалық ұйымының Оралдағы өкілі Бауыржан Зәкиұлы Ахметжан және әлеуметтік сала қызметкері, өзінің ойын еркін айтатын азаматтардың бірі, өңірдегі мен білетін интеллектуал азаматтардың бірі Мирасбек Берікқалиұлы Төрешев. Біз енді бүгін еркін тақырыпта әртүрлі осы қоғамдағы өзекті тақырыптарды талқылаймыз. Енді алғашқы сұрақ екеуіңізге, жалпы сіз енді ауылды зерттеп жүрсіз, Бауыржан, ауылдағы нысандар, жемқорлық, соларды анықтап жүрсіз. Сіз енді ауылда бұрын әкімнің орынбасары болдыңыз, үлкен. Осы ауылдардың қазір мына дамымауына қандай себептер бар? Ассалаумағалейкум. Жалпы енді ауылымыз, өзіміз ауылда тұрамыз, ауылда өскен баламыз. Ауылдардың қазіргі таңда енді дамып жатыр ғой, дамып жатқан ештеңе жоқ. Әр ауылдың өзінің бір ерекшелігі бар, расымен керек. Мысалы, Жәнібек ауданында, Бөкейорда ауданы ауылдары бөлек ерекшелік, қалаға жақын ауылдардың ерекшелігі бөлек. Сондай-ақ соған байланысты әр ауылдың дамуының да байланысты өзінің ерекшелігі бар. Өзінің қиыншылықтары бар. Өзінің қиыншылығы бар, әрине. Мысалы, Жәнібек, Бөкейорда аудандарында мал шаруашылығы арқылы болса, мына қалаға жақын аудандарда, мысалы Теректі, Бәйтерек аудандарында басқаша, тек қана мал шаруашылығымыз, мал шаруашылығын етті емес, сүтті мал шаруашылығы, сонымен қатар жаңағыдай бау-бақша өнімдері, кәсіпкерлік болған, ол барлығы да кәсіпкерлік қой, аудандардың барлығында да кәсіпкерлік. Қаланың қасындағы ауылдарда кәсіпкерлік жақсы ғой, бірақ қалаға жақын болғасын. Олардың да соны айтқаным жаңағы, ол енді кәсіпкерліктің дамуы, ол адамның өзіне байланысты. Мысалы, Жәнібекте де бар ғой кәсіпкерлер, Бөкейорда да бар, мысалы, мал шаруашылығын дамытып отырған, жүргізіп отырған кәсіпкерлер бар, мысалы. Ал Бәйтерек ауданында, Теректі ауданында да, мысалы, жүргізіп отырған кәсіпкерлер бар, немесе жүргізіліп отырған кәсіпкерлер бар, мысалы. Адамның өзіне байланысты, кәсіпкердің өзіне байланысты. Біздің ауылдың енді жаңа айтқаным сол ғой, ауылдың дамуының ерекшеліктері әртүрлі. Қиындығы бар. Ең бастысы жол мәселесі болды. Кәсіпкерлердің дамуына жол енді күре тамыр дейді ғой, бірақ облыстың күре тамыры.
Батыс Қазақстан облысының жолдарын өздеріңіз білесіздер. Елді мекен өте көп аймақ бізде. Мына Маңғыстауда немесе Атырауда бұндай елді мекендер көп жоқ. Мына тек қана Бәйтерек ауданының өзінде 60-ның үстінде 70-ке жақын елді мекен бар. Солардың бәрінде мысалы жаңағыдай қатқыл табанды жол төселу керек, негізі асфальтталған. Бауыржан Зәкиұлы өзі қарап жүр ғой ағамыз. Жолдың қалай істеліп жатқандығы, мысалы подъездный путь дейді, мысалы кірме жолдар. Сол сияқты жаңағы біздің өзінің туған жері, мысалы Жәнібек, мысалы Бөкейорда аудандарында да жол салынып жатыр. Ол енді биыл келесі жылы бітетін шығар енді. Кішкентай кезімізде әкеміз айтатын еді енді. Сен 11 бітіргенше осы жол салынып саған жол беріледі деп, енді балама айтып отырмын да, соны немересіне айтып отырмын да ол кісінің. Сенің бітіп өскенше ертең атаңа немен барасың, асфальтпен барасың деп. Сол сияқты әр ауылдың даму ерекшелігі бар. Оған әр ауылға тоқталу керек те. Вообще жалпы тоқталу ол қиынырақ кішкене. Сараптау керек, талдау керек әр ауылдың. Сол айтарым. Қайырлы күн, Нұрлыбек, сұрағыңызға рахмет. Енді бұл жерде енді неге дамымай жатыр деген проблема енді өте ауқымды ғой. Енді бауырым айтып отқандай, ол сұраққа жалпы бірден мына жерде жауап беру өте қиын болады шығар. Өйткені енді ең бірінші оған енді экономикалық тұрғыдан келуіміз керек. Жалпы ғалымдар не айтады? Ол даму, ол қазірден пайда болып жатқан жоқ, ол проблемалар дамытпай тежегіштер. Ол әуелі бестен келе жатқан. Оны мысалы 90-шы жылдары Тоқырауды да айтуға болады. Сол кезден бастап өте қиналып қалып, әлі өзінің сол кездегі жақсы деңгейіне шыға алмай жүрген ауылдардың проблемасын да айтуға болады. Екіншіден мысалға қазіргі біздің аудандардың қайсысына барсаң да, Қазақстанның болсын, өзіміздің Батыс Қазақстан облысымызда болсын, әр аудан орталықта кезінде, яғни кеңес үкіметінде импортқа шығарған тауарларды жасаған, лимонад болсын, колбаса шұжығы болсын, сары май болсын, повидлы, джем, компот дейді, яғни сондай заттардың шығарып отырған әр ауылда болған цех, заводтардың болуымен қазіргі уақытта соның бірде-біреуінің болмауының салыстырсақ, әлі сол деңгейге біз жете алмаудамыз. Әрине, бұны түсінуге болады. Әрине, енді сәл ғана енді бір неге олай дейтін болсақ, әрине ол кезде кеңес үкіметіне жаппай енді мемлекеттің қарамағында болды. Жаппай оны былай айтқанда солған ақша құйып, адамдарды жұмылдырып, бұл жұмысты енді күштеп болсын, идеологиялық тұрғыдан болсын, жұмыс жасату қажет болды, және ол жасатылды. Енді нарықтық заманда бұған жету әрине өздеріңіз білесіздер қиын, және тоқырау заманда бізде ең бір тағы бір қателігіміздің бірі бұл жеке адамдардың және оны жасай алмайтын, дамыта алмайтын адамдардың жекешелендіріп алу болды да, сатылды, бұзылды. Яғни сол 30 жыл бұрынғы шамаға біз әлі жете алмай келе жатырмыз. Сол осы көп былай айтқанда факторлардың бірі. Енді жаңағы екіншісі, бұл енді өзім енді білетіндерім. Екіншісі бұл енді әрине менің ойымша ол мамандардың, яғни былай айтқанда кәсіпқойлардың, оның ішінде жас мамандардың, жастардың ауылдан көптен көп кетуі. Яғни ауыл дамуы үшін оған не нәрсе керек? Әрине түсінікті жол керек, ауруханасы, мектебі, яғни былай айтқанда әлеуметтік бір орталықтар болу керек. Бұл адамдарды ұстап отыратын, ұстап тұратын, және ол адамдар табыс тауып, жақсы жайлы өмір сүріп, мен оған осы жерде ыңғайлы. Бұл жерде мен мысалға үлкен қалаға немесе де басқа жерге көшкім келмейді деген сияқты адамға керек бүкіл жағдай, жақсылықтардың бәрі бола тұрса да, жастардың енді жаппай мысалға енді көшуі демейік, бірақ дегенмен де оқу орындарына түсіп, үлкен қалаларға сол жақта өмір сүріп, жанұя құрып қалып қоюының өзі бұл да осындай бір рөлді ойнатады. Әрине мемлекетіміз дипломмен ауылға жобасын жасады, бірақ енді бұл жерде қазір енді статистика болғандықтан біз енді нақты айта алмаймыз. Ол мысалы қаншалықты тиімді болған. Әрине, тиімді болған, тиімсіз болған емес, өйткені ол да біраз серпін берді. Дегенмен де осы жастардың аздығы, мен ойымша. Өйткені өзіңіз білесіздер, жастар дамытатын, жастардың күші де көп, энергия, және де осы ауылдарда қазір ашылып жатқан бизнесті қарайтын болсақтар, көбіне былай айтқанда жастар, мысалға 4-5 жыл бұрын ғана Теректі кентінде, мысалы өзім білетін ауыл айтамын, мысалы өткен жұмыс жасадым Теректі кентінде, мысалға суши сататын, пицца жейтін кафе болады, немесе сондай әдемі асханалар болады. Мысалы донер, бір жағында Wi-Fi интернеті бар, компьютермен жұмыс жасауға болатын жерлер ашылады деп ешкім ойламаған да шығар, шыны керек. Қазір сондай жақсы жерлер жасалып жатыр. Оны жасап жатқан кім? Оны жасап жатқан пенсиядағы ағай емес. Оны 45-ке келген 50-дегі
шаруа қожалығының жетекшісі емес, не де болса бір жастар. Әрине оның енді көмегін ар жағын, оның да қазір статистикасын білмейміз. Ол мемлекеттен қайтарымсыз грант алды ма, ол бір ата анасының бір қоры ма, немесе өзі бір жұмыс жасап ақша тауып салды ма, әлде шында да ол оған былай айтқанда бір жақын тума туыстары бағандай бір бай шаруашылық шығар, мүмкін меценат көмектесті ме, ол жағын да білмеймін. Бірақ дегенмен де сол бір жақсы дамытып жатқан факторлардың бірі бұл енді осы жастар. Енді ал неге әлі де дамымай алмай жатыр деп біз енді бірақ қай жағынан айтамыз? Яғни дамымай жатыр дегенде біз енді сол жағынан келетін болсақ, ол жерде мысалы мәдениет үйі бар ма жоқ па, соны айтып тұрық па, әлде тек жолды айтамыз ба? Дамымай жатыр дегенде біз ауылдың санын өсуін айтып тұрық па, немесе қазақ тілді халықтың көбейіп жатыр, біз сол жағынан келсек. Мысалы мынандай тенденция бар да, мысалы ауыл жастары енді бәрі емес, бірақ көпшілігі қалаға кетуді, жаңа сіз айтып отқандай, қалаға кеткісі келеді жастар. Қаладағы жастар Астана, Алматыға кеткісі келіп отырады. Сосын Астана, Алматыдағы жастармен сөйлессең, олар шетелге кетуді айтады, әзірленеді, тіл үйреніп жүріп шетелге кетеміз. Бұл жалпы қалай ойлайсыздар? Қандай тенденция? Бұл жаңағы урбанизацияға келмейді ғой енді. Қалай деп айтуға? Еңбек миграциясы ма? Басты себеп жұмыссыздық па, табыстың аздығы ма, қалай ойлайсыздар? Жаңа мен ауылда айтып отқаным, ауылда жастарға жаңа айтып отқан барлық жағдай жасалған ба тұруға? Басты себеп сода емес пе? Қалай ойлайсыздар? Қазіргі енді жастардың қажеттіліктері өте көп қой. Бұрынғы қарағанда енді келісесіздер ғой енді. Бұрынғы адамдарға қарағанда қазіргі адамдардың қажеттіліктері, керектері өте көп. Расымен де. Жаңағы өзің айтқан сияқты ауылдағы жастар қалаға кетеді, қалада кішкентай қаладағылар үлкен қалаға барғысы келеді, үлкен қаладағылар тіпті басқа шетелге мысалы барғысы келеді. Ол енді сояқты көріп келген кісілер ғой шетелге барғысы келетіндер, немесе жаңағы достарынан естиді сол араласу менен арасынан. Жастардың жаңағы бұрыннан айтып кетті, жаңа керемет айтып кетті, урбанизация дейді ғой. Ол енді әртүрлі айтуға болады, жаңа еңбек миграциясы, ауылда шекаралық ауылдардан кетуі, мысалы өзімен Жәнібек ауданының тұрғын туған ретінде айтатын, мысалы Талов деген елді мекендер бар, мысалы жастар кетіп жатыр, мысалы мектептің өзі бұрынғы 11 жылдық мектеп қазір 9 жылдыққа түсіп қалу қаупі бар да, қаупі өте көп болды, сол бала саны қаупі өте жоғары. Ол тек қана шекаралық аудандар емес, мына Бәйтерек ауданында да қазір өзім тұратын ондай мәселе өте көп. Қалаға қарай жақындау жастардың. Мысалы жұмыс орындары бар, мысалы жоқ емес. Таловта мысалы бар ғой, жаңағы амбулатория бар, мәдениет үйі бар, мектеп бар, барлығы да бар. Бірақ неге кетіп жатыр? Сол сұрақ сода ғой. Ол әлеуметтік жағдайын қалыптастырып, әлеуметтік жағдай іздеп кетті дейсің, мысалы ауылда жалақы жоғары, мысалы бар мектепте істейтінсің, жалақың жоғары. Енді мен ойлаймын кей уақытта қазіргі керек көп, мысалы ақшаң бар ауылда, бірақ баратын жер жоқ та, жаңа көңіл көтеріп жаңағыдай кинотеатр немесе кафе деген сияқты, интернеттің жаңа күші аз. Өзіңіз ауылда өскен бала ретінде білеміз ғой. Ауылға барған кезде, мысалы өзімнің ауылыма барған кезде интернет тіпті телефонды мен телефонына қойып қоямын. Зат сияқты болып қалады да, ол байланыс құралы емес. Бұрын бар жүргенде қазір кішкене актив желісі қосылып, әйтеуір Үзімгүлде шүкір болды ғой. Сол сияқты бұл енді адамға байланысты мен нақты айта алмаймын, мысалы ол жастар неге кетіп жатыр деген сияқты. Ауылда жастар бар, ауылға қайтып жатқан жастар да бар тіпті, мысалы қайтып өзінің ауылына бар, жаңағыдай шаруашылықпен айналысып, немесе жаңағы Бауыржан Зәкиұлының айтып кеткені бар, мысалы жаңа цех дейді ғой, бұрын ауылдан бәрінде цех болды ғой, жаңа біздің Үзімгүлде болды, мысалы анда-мында цехтар көп болды, кішігірім цехтар болды, үлкен кәдімгідей. Қасымен соң ойлаймын кей уақытта, әрбір ауылда бір цех болса, өзінің ерекшелігіне байланысты деп. Әрбір ауылда, мысалы Үзімгүлде бір цех, Таловта бір цех, Қамсыда бір цех, өзінің ерекшелігіне байланысты.
соған байланысты. Біздер енді қазір өндіруші ел емес, тұтынушы елге айналдық қой енді. Тұтынушы расымен де қазір ауылдарды қарасаң, Ауыл түгіл қаланың өзінде мысалы өндіріс магазин көп, сауда үйлері ашылып отырған, тек қана сауда үйлері, магазин, жаңағыдай тойхана. Мен тұратын жерде мысалға переметің цех жоқ, мысалы наубайхана болар енді ол. Мысалы біздер қазір кәсіпкерлер деп бір үлкен топты айтамыз ғой. Мысалы оның ішінде көбі саудамен айналысатын адамдар ғой. Алып сатарлық қой енді былай қарағанда. Мысалы кәсіпкерлік пен саудагерлікті мүмкін бөлу керек шығар, иә? Мысалы кәсіпкерлік деген ол бір кәсіппен айналысу, ал сауда деген негізі бөлек нәрсе. Бізде кәсіпкерлер көп дейміз, дамып жатыр дейміз. Шын мәнінде көп саудагер ғой енді. Шынын айту керек, иә, алып сатарлықпен айналысады. Дүкен, иә. Әкеліп дүкенге сату. Енді ауылдың бір жаңа айтып отқанымыз, енді ауылдың жағдайын көріп отыр ғой қазір қандай екенін. Дамымауына бір себеп жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар. Тыңдаушылар да келісетін шығар, жол ғой негізінен. Біз мысалы республикадағы жолы ең нашар өңірдің біріміз. Енді өңірдегі жолды ең көп сараптаған сіз шығар. Сол жолдар бізде жалпы сараптап айтқан кезде көбінің сапасыз болуы, аяқталмай қалуы не себепті? Енді бұл жерде мана ғана жастарға қысқаша ғана тоқталып өтейін. Енді ол енді жалпы бүкіл жалпы халықаралық үрдіс қой. Енді кинодан да көреміз. Мүмкін бір кейде қазір енді әр жерден ақпарат оқисың. Жалпы тек Қазақстанда емес, ол Ресей болсын, ол Грузия болсын, ол Америкада, Европада, яғни жастардың үлкен қалаларға жиналуы. Өйткені ол жерге бағанағы сіз айтқандай барлық жастарға, адамға қажетті ең қызығы да, білімі болсын, спорты болсын, рухани болсын, басқа да саланың барлығы сол жерге жиналған. Сондықтан да жас энергиясы көп қайнап тұрған жастың енді ауылда шында да оған қызықсыз болуы солай шындығында да. Сондықтан енді ол енді бүкіл енді әлемдік үрдіс деп атайық бірінші. Екіншіден енді еңбек енді миграция дейтін болсақ, енді шында да енді көп жалақысы жақсы жерге ұмтылуларда дұрыс. Мана сіз айтқандай, біреу қалаға барар, қала Астанаға барар, Астананы шетелге кетер. Ол енді онда өзіңіз жаңа көріп отқандай, соңғы кезде мына санкция салғаннан бері Ресей азаматтарына тыйым салғаннан кейін өзіңіз көріп жатсыздар, ағылшындарға, басқа да Европаның елдеріне біздің қазақ азаматтарын, оның ішінде орталық Азиядан еңбек мигранттарын көп алып жатыр. Жол ашты, өзіңіз көріпсіз ғой, жалақыларды өздерінің айтуынша керемет, яғни аптасына қанша 250 екен, 300 мың теңге мысалы бір айдың ішінде 1 миллион жарым теңгедей табады екен, жатақханалары бар, бүкіл жұмыс жағдай жасалған. Енді соны көрген жас, соны көрген адам неге бармасқа, неге жағдайын түземеске? Яғни ол сондықтан да біздің де жалақылардың барлығы да өсіп, яғни дұрыс болу керек деген ойдамыз. Өйткені барлығы ең бірінші қазіргі капиталистік заманда бізді ұстайтын да жалпы еңбекшіні, ол енді жақсы жалақымен оған жасалған бүкіл жағдай. Кеше ғана мына ArcelorMittalдың шахтасында болған енді қайғылы оқиғадан кейін талдаулар жасалып жатыр. Европада дәл сондай осы компанияның филиалдарында қанша дейді, 2-3 миллион алады дейді шахтер, біздікілер 300 мыңға жетпейді дейді. Енді бұл жерде баяғы қазақ коррупциясының феномені деуге болады, яғни кезінде сондай шарттар жасалды. Қазақтың осы іске араласқан шенеуніктері, бай шенеуніктері көріп отырды басшылары, бірақ бәрі де көз жұмылды. Біз енді қазақ коррупциясының жалпы феноменін меніңше зерттету керек деп ойлаймын. Өйткені соңғы енді мысалдарды алатын болсақ, осы мысал жалақыға байланысты, соңғы мысал мына Ақсайда болған Сечимнің көтерілісі, және оның сәл ары қарай 2-3 жылға алатын болсақ, оны арабтарды ұрған қазақ жігіттерінің жалақы айырмашылығын 10 есе екенін көрсетіп берген бір көтеріліс болатын. Естеріңізде болар, Атырау облысында, теңсіздік үшін шықты. Теңсіздік үшін. Яғни ол соның барлығында өзіміздің, былай айтқанда біз сайлаған, біз таңдаған басшылар мен шенеуніктер, басқа да менеджерлер, топ менеджер осының барлығын көрді ғой, неге көрсетілген жоқ. Сондықтан да осы теңсіздіктердің кесірінен де осылай бана сіз айтқандай миграциясы болсын, басқа да жағдайлар енді шығып жатыр. Және тағы бір осы жерде жастар қосып өтетін, жалпы мына ғалымдардың айтуынша, әлеумет танушы ғалымдардың айтуы бойынша, халық дейді, нені көшіру керек дейді. Неге қарау керек? Қандай ориентир болады оларда? Бағыт бардыр. Олар мына мықты
енді министрлер, шенеуніктер, байлар, жалпы иерархия бойынша бірінші, екінші сатыда жоғарыда тұрған адамдардың іс әрекетін көшіру керек деп айтады. Неге десеңіздер, олар балдарын ауылға жіберіп жатқан жоқ. Олардың балалары аудандық полицияда тергеуші болып жұмыс жасап жүрген жоқ. Олардың балалары немесе немерелері сіз айтқандай дипломмен ауылға деген бағдарламамен жүрген жоқ, мектепте оқып жүрміз. Яғни олардың балалары бұл сай-салада жоқ, былай айтқанда. Олардың барлығы басқа деңгейде жүр. Сондықтан да халық оны көріп, әрине олар да тартылғысы келеді. Дәл осындай. Яғни бұл енді әрине мүмкін күлкілі де болар, бірақ дегенмен де бұл енді ащы шындықтың бірі. Сондықтан да бұны осында ескеруіміз керек. Енді жол мәселесі әрине ауылды көтерген, жалпы қаланы қала, ауылды ауыл қылдыратын енді бұл жол. Өздеріңіз білесіздер, Америкада депрессияның ұлы депрессиялар болды, содан кейін бір ойлап тапқан, енді ұмытып қалып отырмын, кім ойлап тапқан. Бірақ дегенмен де енді оларда да ақылды басшылар сол кезде көп болған болу керек. Жол салайық деп, алды бүкіл жолды салып тастады. Жол салу олардың әрине бір-біріне аштыққа ұшырап жатқан, мына жерде мысалы астығын өндіріп сатып алатын ешкім жоқ. Апармай төктіріп немесе малға беріп жатқан астықты апарып басқа қалаға, басқа штатқа апарып сатып алса, яғни ол күрт экономикасын дамытты. Біз әлі осы ойға білмеймін жайлап біртіндеп келе жатқан шығармыз, бірақ әлі де бізде мына жол саласын жоспары, яғни ұлттық жобасы меніңше жоқ сияқты. Өйткені бана сіз айтқандай енді ауылдың көптігі аздығы бізге кедергі келтірмеу керек, өйткені жол салыну керек. Және де мысалға мына жақында ғана бір мердігермен сөйлескен болатын, соның былай айтады. Бізде мысалы жол салған кезде Оралдан мысалға ол 100 километр жерде болса, сол ауыл қасында мысалы 20 километр жерде, мысалы Круглозерный дейік, немесе мына жердегі Ұзынкөл дейік, мысалы ары қарай там Жымпиты дейді. Неге біз шеттен бастамаймыз дейді. Жалпы ол бізде басқармалар көбіне жақын жерде жасатады екен. Яғни шеттен басталу керек. Өйткені жақын жерде жасалады да, екінші жылы алысқа барып жол салған кезде жүк машиналары өтіп, ана жасалған жолдың бәрі бұзылады. Яғни бұл енді өте проблемасы көп. Біз енді біраз былтыр да талқыладық. Биыл да көптеген гарантиялы жолдар бойынша көтердік. Енді ол сапасы жоқтығы, асфальттың дұрыс жасалмайтыны, мына жерді зерттеп қарамайтыны, бұл не жер, тұзды жер ме, ащы жер ме, қара топырақ па, сары топырақ па. Ана жаңа асфальт салудың қазіргі тәсілдері бар ғой. АНТ дейді, ресайклирование дейді, бұрынға асфальт салатыны бар. Әйтеуір мына кезінде Ғали Есқалиевтің кезінде басталған болу керек, мүмкін оны сәл ертерек шығар. Яғни экономия жасаймыз деп бюджет ақшасына мына ресайклирование ойлап тапты. Бірақ ол қазіргі мына соңғы 2 жылда тәжірибесі көрсеткендей, ол тап-таза жердің үстіне салуға ресайклирование келмейді екен. Ол тек бұрынғы ескі асфальт болған жерлерге, қатқыл банағы жабыны болған жерлерге келеді. Өйткені өзіңіз көргендей посттарыны Терек, Ақсай жолы, мына Аққорай, Тасқаладағы жол, тағы да басқа жерлерде бар шығар. Яғни 21-де, 22-де салынған жолдар ыдырап, шашылып, көлденең, көлбеу, горизонталды бір сызылып, быт-шыт болып бара жатыр. Яғни бұл жағынан бұл кімге пайдалы? Әрине қарап отырсаң, ол мердігерге де пайдалы сияқты. Өйткені ол гарантиясы бар, бірақ шашылды. Бірақ 2-3 жылдан кейін оны тапсырыс беруші, яғни әкімдік оны қайтадан ойнатады тендерін. Тағы да, яғни біз оған миллиард салдық па, тағы миллиард шығаруымыз керек. Неге дұрыс жасалмайды деген. Яғни осы проблемалардың бәрі енді жинала келеді. Әрине ауыл халқын мезі қылдырады, ол шын. Біздің жолдар шында да шамалы, енді барлығы айтып жүргендей. Бірақ енді біздің халқымыз өзімізде бейжаймыз. Біз жол жаман екен деп жүре береміз. Жол жаман екен деп біз арызда жазбаймыз. Жол осыны жақсартайық деп бір ақсақалдар кеңесі бір жиналып, бір әкімге тигізіп айтқан, әкімге барып айтып, немесе шығып осы мәселені көтерген енді ауылда мен өзім мүмкін болған да шығар, бірақ өзім байқамаппын. Былтыр 25 ауылды араладым, биылда бір 10 шақтыға бардық. Осы барған ауылдың азаматы, азаматшалары, жасы, кәрісі қаншасына сөз салдық, былай да айтылды, ешкім арыз жазбайды. Баяғы жүретін Бауыржан, баяғы бір әділдік жолы, бұл айтқанда ол мен кейде ашынғаннан оларға айтып тұрмын, мен қалада тұрам, ескі аэропортта, менде асфальт бар. Маған осы проблеманы көтер деп мен көтеріп айтып жүрмін, бірақ сіздер керек қой, неге қарамайсыздар? Жолын жазыңдар, көтеріңдер, бәрін ақпар тауып берейік. Метражын өлшеңдер, жолдың мысалы 3 метр ма, бір несі, бір жолаға. Қалыңдығын қараңдар, яғни сол халықтың да былай айтқанда бейжайлығы, әйтеуір акимат салып жатыр, бір күні салар, сіздің Жәнібек сияқты мысалды, бұйырған күні. Жалпы біздің қазақтың бұйырмысы бір Аллаға сеніміміз дұрыс, бірақ былай айтқанда яғни біз солай айтқанда бұйырса және шүкіршілік деп айтуымызбен, менің ойымша, біз өзіміздің бір дәрменсіздігімізді көрсетеміз. Бір болары болар. Яғни біз жоспарлап осы күні бітірейік. Сондықтан да ол енді ол қашан болады, неге олай болады?
сол қиын болып тұр. Және тағы бір қосып өтерім, бұл жерде ақша көп желінеді. Яғни жалпы білім саласы мен ЖКХ дейміз, жол салу құрылыста өте ақша көп бөлінеді. Өздеріңіз білесіздер, бюджеттің бірінші, екінші орындарын осылар алады. Жыл сайын енді 30%-ға дейін әрине ішінде парасы бар, басқасы бар, желініп жатыр. Бәрі де одан енді тойғанша жеп жатқан шығар, енді бюджеттің халықтың ақшасын, бірақ менің ойымша мына облыс әкімі болсын, немесе басқа да бір басшылар жиналып, бәрі де қазақтар ғой, ішінде басқа ұлттарда жүр мысалға. Бір жиналып менің ойымша айту керек. Жігіттер, алатын алып болдық мы соңғы мысалы 5 жылда мысалы 3 жылда дейік. 24-тен бастап жолды мысалға ең болса жолды дұрыстап жасайық. Мектеппен жолды жемейік. Сапалы ма битумды дұрыс битумына келейік. Асфальтын дұрысын жасайық. Салғанда қалың қылдырып құяйық. Технадзор қарасын. Енді жігіттер ғой, бәрі жігіттер ғой, ер адамдар. Бұрынғының бір былай айтқанда бас қосулар сияқты. Ең болмаса мына киноларда көрсетеді, оны мафияларда қалай кездесіп бір-біріне тапсырма беріп, әкімдермен бәрі отырып бір шешет ол. Бұл да жағдайды мен ойымша шешуге болады, айтылуға болады. Алатын алып байытын болдық. Қойып бір 24-ті көрейікші, эксперимент қылдырып. Ол 24-те ешкім ақша жемейміз, бәрін дұрыс жасаймыз. Бір дұрыстап жасап алайық. 24, 25-ті мысалға. Сосын көре жатармыз деген сияқты. Жоқ, бізде ол жылдан жылға жалғасуда. Тіпті былай айтқанда мына осындай біздің деңгейімізбен қазір осылай ақша жеу, жолдан ұрлық жасаудан біз 2 жыл жол салмай қалсақ та жағдай сондай болады. Бәрі сол жол жоқ, бәрі сол тесік жол, немесе салынған жолдар бар, шүкіршілік деп, олай да жасау болады. Бірақ енді өзіңіз мемлекеттің бағдарламасы бар, жолға ақша бөлініп тұру керек. Ол енді қаншасы жетпей жатқан, ол енді бір Құдай біледі. Сондай бір енді бір көрген түйгенімізден жасалып жатқан құр сөз емес, кәдімгі шынында да әңгімелер енді. Оржан Жәкелдің айтып отырсыз, жаңағы әрбір жерде бір азаматтық қоғам қалыптаспай, белгілі бір бақылаушы қалыптаспай, ол жалғыз енді бәкең жүгіріп жүрмейді ғой, мысалы Теректің жолына, Жәнібектің жолына, Бәйтеректің жолына, немесе басқа аудандардың жолына. Әрбір ауданда, бір аудан болсын, ауылда болсын, жаңағы бақылаушы адамдар болу керек те, өзінің азаматтық ұстанымы бар, принципке баратын, кәдімгі дұрысын қадағалаушы. Оны қалай шығарамыз ал? Бар ол жігіттер, бірақ білмей жүр ондай жасау керек. Қалай тартамыз, қалай табамыз біз оны? Оны кім табады? Бізде сосын мынандай нәрсе бар да, адамдар өзінің құқығын қорғау деп түсінбейді, шағым жазуды. Бұрын отар ел болдық па, сондай түсінік қалыптасып бізге солай енгізді ме? Мысалы, шағым жазып, өзің құқыңды талап етуді арыз қойлық деп санайды ғой бізде көп. Енді арыз қойлық әбден оның да бір деңгейі бар шығар, бір шектен шығып кету. Бірақ көбінесе біздер жаңа адамдар шынымен де журналистерге де айтады ғой, мәселесін айтып жатады. Осыны маған жазып беріңізші, әлде осылай камераға айтыңызшы дегенде бәрі қашады. Сіз айтқандай. Бұл арыз қойлық деген ол енді ол ана фактісіз дүниелерді айтқан кісілер айтады ғой, негізі арыз қойлар деп. Фактісіз жоқ, ана дәлелі жоқ кісілер. Енді кәдімгі өзінің дәлелін фактімен дәлелдеп берсең, ол арыз қою емес, ол өзінің жаңағыдай өзінің құқығын талап ету. Сосын мына біздің елде енді мына цифровизация жүрді ғой, көп ақша салынды. Мысалы бұрын ашық әкімдік дегендер ұйымдастырып бетпе-бет кездестіріп, бұрын қабылдаулар болды, оның бәрі қалды ғой қазір, шыны керек. Бұрынғыдай шенеуніктің есігіне жиналып отқан үлкен кезекті көрмейміз ғой. Мына өтініш деген шықты, мысалы. Кез келген адам өзінің жаңағы сандық қолтаңбасымен кіреді де, кез келген деңгейдегі басшыға, шешуші органға өзінің өтінішін жеткізе алады. Өте керемет нәрсе ол. Осыны да мысалы адамдар дұрыс пайдаланып жатқан жоқ қой дәл қазір. Көбі мысалы білмейді. Бұл жерде менің бір лайфхак, енді ұсынысым, барлық жерде оны айтып жүрмін, бұл енді митинг жасау. Митинг дегеніміз, яғни бір мәселені аламыз. Мысалы қазір кик мәселесін алайық. Немесе ана Дәуренбек көтеріп жүрген, мысалы енді жайықтың түбінен көтеріп жатқан топырақ тасты заңсыз алып жатыр деген сол мәселе. Қандай мәселелер? Мысалы, соңғы кезде қазір айтылып жатыр, мына Батыс Қазақстан облысы жаңа өңіріндегі сағатты 1 сағат алға жылжытамыз. Енді бізге ыңғайсыз, Астанаға ыңғайлы. Сол мәселе бар. Көп қой мәселелер. Жолдың мәселесін айтайық. Мысалы бір қазір сәл анализ жасайық та, бағана сіз айтқан белсенді азаматтарына көтерейік те. Мысалы бір ауданда, мысалы Теректіні алайық, немесе Сырымды алайық, қанша ауылдарға жетпей тұр, асфальт салыну керек. Немесе қанша ауылдарға ауыз су тартылмай жатыр. Бір мәселені аламыз да, біз мана азаматтық қоғамды тарату, қазір чат бар, WhatsApp, яғни өте жақсы. Біз арыз жазамыз.
яғни біз бір мәселені қозғап бір енді үлгі дейміз ғой, бір арыз жазып аламыз. Мысалға осы мәселені қарауыңызды сұраймын, мысалы киік мәселесі тек. Соны әлгі чаттарға адамдарға таратамыз, және де мана электрондық цифрлық қол қою арқылы, яғни өтініш беріп, мысалы 1000 адам немесе 50 000 адам бір мезетте біз график қоямыз да бәрі де арыз жазады. 50 000 адам яғни бөлеміз мысалға. Әлде қол қояды сол арызға? Жоқ, арызды таратамыз 50 000 адамға. 50 адам үйде отыр. Біреу мысалға бір жақта демалып жүр, біреу жұмысында отыр, біреу тағы бір нәрсе, енді айырмашылық жоқ. Ең бастысы оларда не телефон болу керек, не бана компьютер болу керек. Сосын біз оны бөліп береміз. Мысалы бір аптаның ішінде бүгін осы күні мысалы 3000 арыз кету керек бүгін. Және де 50 000 адамға біз енді 1-2 адресат береміз. Мысалға 15 000-на экология министрлігі, 15 000-на бас прокуратура, 15 000-на кімге берейік, мысалы парламентке берейік, депутаттарды осыларды кіргізейік осы мәселеге деп. Яғни мысалға сол кезде менің ойымша бір мәселемен бір облыстан 50 000 арыз түсетін болса, ең кем дегенде 5 000 арыз түсетін болса, және ол 5 000 түрлі адамнан түсетін болса, және оларда бір мәселе көтеріліп, және өте жақсы жазылып талабы бар, сұрақтары бар болатын болса, сол кезде билік ойлану мүмкін. Яғни билік бізбен былай айтқанда азаматтық қоғаммен тең сөйлесуге, диалогқа өздері де келуі мүмкін. Өйткені бізді де үйреткен, әлі де білетініміз сол бір адам арыз жазамыз, артымызда ауылдағы 50 адам, онда да қорықпағандары, қол қояды, сосын ол арыз жібереді. Ол бір арыз ретінде қаралады. Бұны және тағы бір айтатыным, жалпы мына мемлекеттік органдарда арызды қарау, арызды түсу, тіркеу бұл мәселесі, бұл индикатор. Енді барлық жерде индикатор, ол статистика, енді неге шағым жасап жатыр, қандай мәселені қозғап жүр деген сияқты. Сондықтан да киік аулау мәселесін қазір мысалға осы жерде президент мысалға, немесе премьер-министр қазір міне бүгін отырды да тапсырма берсінші, ана инстаграмда көп жазып жатыр, ана Оралда қырып жатыр екен, арыз қанша түсіпті қараңдаршы дейді мысалы. Соңғы бір айда дейік мына өтіп кеткен қазанда қарайды да 4 арыз түсіпті дейді. 4 арыз ойнай ма? Дымда рөлі жоқ. Ал сол кезде ана шауып келген көмекші айтса 4862 арыз түсіпті киік бойынша тек қана десе, ол тек қана Оралдан түсіпті, Атыраудан тағы бір 7-8 мың түсіпті десе, сол кезде әңгіме басқаша болады. Яғни бұл митинг деген бұл идеясы, бұл айтқанда халыққа өткір, халықтың айта алмай тұрған проблемасын жеткізіп ары қарай апарып беру. Яғни бұл және бір екінші жағына бұл енді қауіпсіз. Біз енді көшеге шықпаймыз. Біз былай айтқанда халық еш нәрсені білдіруге біз оларды Құдай сақтасын, қоғамдық қауіпсіздік ол бірінші рөлде ғой. Еш нәрсеге онда итермелеу жоқ. Тек өзінің азаматтық пікірін айту. Және ол мүмкін өзінің құқын қорғап жатқан шығар, немесе асфальт жолдың айтатын болса, басқа бір ауылдың, ол ауылдың азаматтарын ол танымау мүмкін мысалға. Ол Қостанайда отырып та жазу мүмкін, Оралдың жолдары неге жоқ деген сияқты. Немесе Алматыда отырып киік туралы да жазу мүмкін. Яғни немесе экологияны жалпы енді конституцияда көрсетілген енді былай айтқанда құндылықтар, жақсылықтар ғой енді. Соның барлығына ол билік аралассын, дұрыс жауабын берсін. Айтқанда диалог болсын, және де қоғамдық тыңдау дейміз ғой. Біз енді соған енді келе жатқандай боламыз. Соның бір несі бұл, не алды енді құралы. Соны жасап көрсек өте жақсы болады. Негізі ең қауіпті адам ол немқұрайлы адам ғой. Бізде керісінше өзінің позициясын ашық айтатын белсенді адамдардан көбірек қауіптенеді ғой. Жалпы осындай азаматтық, жаңа Бауыржан Зәкиұлы айтып отқандай азаматтық қоғамды, белсенді қоғамды қалай қалыптастырамыз? Азаматтық қоғамды қалыптастыру, енді өтірік айтпай қояйын, бірден айтайын, мысалы әрбір ауылдарда бір жергілікті қоғамдастықтар бар, оны қалай қалыптасатынын да бәріміз білеміз. Жаңа іріктеуді өзіңіз білесіздер, мысалы қалай іріктеледі ол кісілер. Жаңағы сөзін сөйлейтін кісілер ғана алынады, онда жаңағыдай қалған кісілер қалып қояды жаңағыдай. Енді қазіргі уақытта адамдардың көбі қорқады әлі күнге дейін. Неден қорқатынын түсінбеймін депті. Жаңа өзіңіз айтқандай тікелей мысалы қалай интервью бер десеңіздер қашып кетеді, мысалы осы арызға, көпшілік арызға қол қой десеңіз де қол қоймайды. Жаңа немқұрайлы қарайды да, бірақ азаматтар бар, бірақ та олар көрінгісі келмейді. Жаңа осы екеуіңіз әңгімелесіп отырған кезде айтады да, сол жерде әңгіме қалады. Соны айтасың ғой жаңағыдай, сен давай. Ас үйде қалады мәселе. Иә, ас үйде қалады жаңағыдай. Немесе әлеуметтік желіде жазып отырады. Бірақ әрекет жоқ. Оны жаңағы ары қарай жаңағы Бауыржан ағамыз айтқандай, әлеуметтік желі ол сарапталмайтын не ол деген. Бір
дүние ғой, оны кез келген кісі телефонмен аты жаза салады оны деген. Бұрында басында болды, мысалы әлеуметтік желіге біздер мысалы билік өкілдері жүйеде жауап беру, жаңағыдай комментарийға опровержение дейді ғой мысалы, беру. Одан кейін жаңағы кез келген адам жаза бергесін, ол енді мүмкін емес дүние уже. Сондықтан да қалып қояды да. Жаңағыдай жазу керек, өтініш деген керемет бағдарлама мысалы. Кез келген адам өзінің ойын факт болу керек міндетті түрде, дәлелді түрде жаза бермеу керек, мынау деп әлеуметтік желідегідей. Дәлелді дүниелермен сараптап, талдап солай жазу керек. Енді азаматтық қоғамдық ұстанымы бар адамдардың белгілі бір топтау ұзақ үрдіске алатын сияқты меніңше. Әлі қорқады кісілер. Өз ойын айтуға, өзін көрсетуге айтқысы келеді, айта алмайды бірақ. Ұжымда арыз бар ғой, оның бір қате жері де бар. Қате жер деген, яғни азамат оған қол қоя салады. Ол арызды бір ұйымдастырушы, мысалы, сіз жіберіп жатсыз, біз қол қойып бердік, мысалы, мына жерде 20 адам. Бірақ ол сол қол қойып берген адам бәрі ол арызға қол қойғанмен де тікелей қатысып жатқан, осы процеске өзінің араласып жатқан бәрі дұрыс сезбейді, әсері жоқ. Ал егер банағында өтініштегідей әркім өз жазатын болса, ол өзінің қолынан кетіп жатыр. Сәрсекеев, Ержан, мысалы, Ғұмар ұлының деген сияқты. Ол өзі де қатысы бар. Ол бір жағынан ол әрине қорқыныш та болады басында. Бірақ дегенмен де ол шаруаға атсалысып жатқанына, Қазақстанды дамытуға, мысалы, киікті сақтап қалуға, жол көбейтуге, балалардың мысалға суицидін азайтуға, енді наркотиктардың қазір синтетика наркотика тыйым салу, енді проблема жетеді бізде. Соған араласуға өзі шынында да әсер алады, және қатысып жатырмын деп ойлайды, және де сол кезде ғана ол мен азаматтық қоғамның бір мүшесі екенмін, мен айта аламын екен деген сияқты ода ой туындайды. Сонда ол оған күш береді. Сөйтіп сол бір қоғамдық қалыптастырудың бір несі енді бір құралы ғой, тетігі осылай жасасақ. Сосын енді жалпы құралдың бірі енді азамат қоғам жасау үшін енді менің ойымша енді жақсы ол намыс керек, энтузиазм дейміз де, енді ниетіміз бар, барлығы бар, және де оған қаражат керек. Өйткені бұрынғыдай біз әлі күнге үйренгенбіз, қоғамдық жұмыс жасайтындар, кеңес, басқасы бұл тегін жүру керек, тегін жасайтын. Оның бәрі де төлену керек. Еңбек, адамның еңбек ақысы төленетін болса, адамның еңбегі дұрыс шетелдегідей бағаланатын болса, ол жұмысты атқарады. Адамдар барлығына да. Енді білмеймін оны ақшаны кім шығаратынын. Бір меценат байлар бөледі ме? Жақсы бизнесмендер. Ол өзімізде ішкі саясатта да бөліп отыр ғой, сондай жұмысқа, тек ол енді басқа салаға кетіп қалып жатыр. Жылына 1 миллиард бөлінеді, егер білсеңіздер, осындай әлеуметтік маңызды мәселелерді талқылауға, көтеруге, осылай айтуға. Тағы мысалға не бар? Антикордың өзінің мысалға бір бюджеті бар, сыбайлас жемқорлықты көтеруге деген сияқты. Қаражат болатын болса, дұрыс ұйымдастыру болатын болса, бұл адамдардың барлығында дұрыс қоғамдық, азаматтық, яғни мәселелерді көтеретін қылдырып дайындауға болады. Өзіңіз байқап отырсыз, әділдік жолы. 2 жыл жұмыс жасап жатырмыз, 2 жылда өзіміз бар болған 2 адамбыз, қанша мәселені көтердік, қанша мәселені айттық. Бюджетке енді қазір ұмытып қалып отырмын, 22 демекен 33 миллион қайтардық. Биыл 20-ның үстіне шықтау деймін. 80 ба 90-ға жуық адамды әкімшілік жауапкершілікке тарттық. Соның өзінің қанша айыппұлдары. Яғни былай айтқанда алдында есептесек, айына 1,2 миллион ба, 1,2 миллион біз бюджетке салып отыр екенбіз. Біз бюджеттен алып отқан жоқпыз. Оны жасап отқан 2 адам, бір кішкентай Оралда. Ал енді біздің енді өзіміздің қаражатымыз енді Исламбек Салжановтың енді жобасы ғой бұл. Ол өзі меценат, сондай былай айтқанда жанашыр енді жігіт ағасы дейді, ел ағасы дейді, сондай жүрген. Сондай жігіттер бізде онда қаншама, егер осылай көтеретін болса, мәселені көтеруге. Яғни бір түртпек керек, оны өзіңіз айтасыз. Сондықтан да енді бұл да енді бір шахмат ойыны сияқты ғой. Шахмат ойында сен қарсыласың ойнай алмаса, білмей отырса, мына жақ әрине ол сезет отыратын. Сондықтан да біздің барлығымызда біз әрине қарсылас дегенмен де менің ойым жалпы билікпен халық ол диалогта болу керек. Президентіміз өзі айтады бізге, Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынысы ол біз еститін мемлекетпіз. Соған тырысып жүрміз, болып жүрміз. Кейбір мәселелерді олар жасап, мысалы цифровизация дейміз, өтініш жасап келе жатыр. Бірақ енді олар еститін мемлекет болғаннан кейін енді оған бір айтатын адам olur. Яғни онда біз сөйлейтін қоғам болайық, айтатын, дұрысын айтатын, ұсыныс беретін, мәселені көтере алатын қоғам болайық. Енді диалог болғасын ол теңбе-тең болу керек қой енді. Ол біз енді бір жағы тыңдап тұрғанмен, бұл жағы айтылмаса жетпесе онда. Сосын біз билік халық деп тым екіге бөліп тастаған сияқтымыз да, лагерге. Былай қарапсаң, биліктің өзі сол халықтың ішінен шығып жатқан адамдар ғой. Мысалы біздер бір жат планеталықтар сияқты көретін кісілер бар оларды. Бірақ сол билікке жеткеннен кейін
адамдар жаңағы мемлекеттік органдар, жаңағы жауапты тұлғалар осы сынды қалай қабылдайды қазір? Ол да бір мәселе ғой. Соны көтеру өте қиын. Енді жоқ, Нұрбек дұрыс айтасыз. Енді мен енді жалпы образды айтып отқаным, бірақ енді ол екі үлкен енді тап енді екі жақ болғанмен де бәрі енді бір мәселе тұр, сол халық. Ол халықтан шығады. Біздің кемшілігіміз Халық қандай билігі сондай болады, былай негізі адамдар. Біздің облысымызда мысалы 700 мың халық бар. Бізде мемлекеттік билікте жасап жүргендер бір 10 мыңға жетпейді, 5-6 мың адам. Біз яғни 700 мың адам, 5-6 мың адамды да былай айтқанда біріншіден реттей алмай отырмыз. Сосын оның ішінде әртүрлі үлестер бар ғой, мысалы мемлекеттік қызметшілер осы кәсіпкерлер дейді, басқалар дейді, өздерімен жұмыс жасап жүргендер, яғни оның бәрін бөлуге болады. Егер мынандай нақты жігін айыратын болсақ, қарсылас тап деп енді айтуымыз әрине ол қате. Бәрібір де сол өзіміздің арамыздан шығатын адамдар, сол қолы таза емес, ұрлыққа, жемқорлыққа баратын шенеунікте, адал жұмысын жасап жүрген кәсіпкерде, немесе тағысын тағылар. Бірақ дегенмен де мен ойымша енді бір үлкен ақшама, үлкен бір мансап, байлық па бір дүние неде болса бүлдіріп тұр. Мысалға енді қалай деп айтуға, енді мысалға мен өзім көрген жоқпын, енді сізге қалай, мысалы алдымызға қазір 26 миллиард теңгенің бір учаскесі подсепныйдан, мысалы теректігінен қанша, 30-40 километр, 26 миллиард тұрады. Қазір жасап жатыр да, екі фирма биыл ойнатылып, келесі жылы бастаймын екен, 4 учаскеге бөліп отыр ғой, 120 километр. 26 миллиард теңгенің 20%-ын әкеліп тастасыншы, мысалы сізге. 20% деген қанша, ол пара ретінде, тек пара ретінде. Ол қанша ақша болады мен тіпті қазір енді 500 миллион ба? Әлі одан да көп па? 26 миллиард. 5-ке бөлесіз ғой, 26-25-те 5-ке бөлгенде 5 миллиард қой енді. 5 миллиард па? Ал 3 миллиардын әкеліп тастасыншы ал сізге. Сіз адам ретінде жалпы енді мұсылманбыз, тәрбие көрген енді көбіне еркектер ғой енді билік басында жүрген. Ол сол 3 миллиардқа ол қалай қарайды? Ол адам өзгере ме? Ол бірден өзгерте ала ма ол? Сондай мәселе. Және банаға айтып отырған қайта әңгімелейік. Жақсы, осы жерден алды, 3 миллиардты алды, енді бір жігіт емес қой, мысалы бөлісті андамында. Ол қоя қойса жақсы. Ол жыл сайын ғой жігіттер, жыл сайын бюджет шығып жатыр. Халыққа оның жақсылығы айтқанда әлі де жете қоймады. Неге? Ол банағыда сіз айтып отырсыз, енді бөліп алады. Бірақ яғни былай айтып тұрғанда біздің билігіміз халықтың өзін енді не дейді енді бізбен тең адам деп, тең сана деп қарап тұрған жоқ қой. Мен ойымша сол баяғыда біз бұл жерде кімдерді қайтадан зерттеуіміз керек сияқты. Енді біз енді оқыған жоқпыз, енді біздің 70-ші жылғы 75-тер 74-тер оқыған шығар. Марксизм, ленинизм, кімде Троцкийлердің еңбектерін яғни қайтадан оқып, ол кезде де солай басталды ғой. Бәрі бірдей болады, бәрі тең боламыз деді де, бірден аралары ашылып кетті ғой. Солай емес па? Ол соғысқа дейін және болған екен. 20-шы жылдар, 30-шы жылдар. Сол үрдіс әлі де өздеріңіз білесіздер жалғасуда. Тағы бір қоса өтерім, бұл жерде енді заңгер ретінде бізде әлі күнге дейін біріккен ұлттар ұйымы ескертіп жыл сайын айтып отырған, басқа елдер жасаған заңсыз баю деген бап қылмыстық кодекске енген жоқ. Мысалы Нұрлыбек Теректің әкімі алатын жалақысы жылына мысалға енді қанша 500 миллион дегенде бір 10-12 миллион, бірақ оның машинасы үйде Land Cruiser 200-300 бар. Мықты коттеджі тұрады, самалда бір дачасы бар, баласы шетелде қойды. Оның бәріне қайдан тауып отыр? Оның бәріне қайдан тауып отыр деген біз, яғни уәкілетті органдар сұрақ қоя алады. Егер осы біз норманы кіргізсек, ол норманы кіргізбей, бұның барлығы былай айтқанда қоғамда сосын қабылдай береді ғой, қоғамда қабылдай береді. Біз қазір былай айтқанда ол сол шенеуніктер, олар жастарға бана не көшіп жатыр, олар ориентир жасап жатыр. Қазір жастардан сұра. Мен әкім боламын, прокурор боламын, неге? ГАИ бола мысалға, ол коттеджде тұрғысы келеді, ол джиппен жүргісі келеді. Ол былай жүру мүмкін, бейшара сияқты болып мүмкін да, май костюм киіп мысалға сол кейбір азаматтар, енді барлығы жаман деп айта алмаймыз, жақсы мықтылары да бар ішінде. Бірақ дегенмен де сіздің сыныңызды қалай қабылдайды? Мысалы мониторинг жасап жатыр, бұл бізге кәдімгі пайдалы көмек деп қабылдай ма, әлде өздерінің жеке басына қабылдай ма? Енді менің енді жалпы өзім стилім бұл сынды айтып, осы бір статистиканы қосып, шын ақпаратты беру.
яғни былай айтқанда бұрын енді білмеймін мүмкін жасалып жүргенде шығар, бірақ ойымша мен жаңа бір былай айтқанда леп әкелгендей болдым деп ойлаймын. Жалпы журналистикаға, талдауға, ньюсмейкер дейді ғой, жаңалық жасап отырушы. Біздің журналистерге былай айтқанда жаңалық әкеліп беріп отыратын адам ретінде өзімді енді көрсете алдым. Енді сынға айтатын болсаңыз, әрине бұл сын айтылады. Сынмен қатар енді ұсыныстар да айтылуы тиіс. Біз енді мен көбіне талдау жасағаннан кейін ұсыныстар жіберемін. Мысалға былтыр жолды 3 ай қарадық та, әкімге жібердім, ұлттық сапаға да жібердім, көлік транспорт несі бар, министр, яғни заңдарға өзгерістер бар. Бірақ енді оның барлық енді дәл қабылданып жатыр деп мен айта алмаймын. Біріншіден оған енді әрине жауаптар келіп жатыр. Бірақ олардың бізді енді жиналысқа шақырып, осы мәселені дұрыстайық, осы дұрыс айтып жатыр деп бізді бір қолдау әңгімелердің жоқтығы да, яғни аздығы да бар. Ол енді түсінікті. Бірақ дегенде біз енді олар енді олай айтады қояды екен деп жүрген жоқпыз ғой. Бірақ біз ұсыныс сындарымызды әрі қарай жалғастырудамыз. Бірақ дегенмен де кейбір мәселелерде, таныстар арқылы, басқа да кеңестерде, тағы бір жерлерде бәрібір енді тістердің шықырлауы дейді ғой. Ол естіледі. Мысалы жазда ғана жаңадан тағайындалған депутаттар қазір 7-ші шақырылым беді, 8 бекен. Жаңадан сайланды ғой наурызда. Яғни наурызда сайлансын, жазда болған әңгіме, оның ішіндегі бір өзіміздің бір ағамыз бар еді, сол айтып тұрған. Яғни депутаттардың өздерінде енді кім бастағанын білмеймін, не де болса сондай әңгіме болған. Бауыржан жалпы қатты кетіп бара жатыр дегенде, қалай мынаны тоқтатуға болады деген сияқты мәселені олар талқылаған. Онда екінші мәселені облыстық акиматтың бір жиналысында талқылапты. Онда бір әйел адам болған, сол айтады, бәке сен айтып жүрген дұрыс, алар не айтып отыр дейді. Біз проблеманы талқылаудың орнында сенің әңгімеңді айтып кеттік дейді. Енді яғни көрдіңіз бе мына сіз айтқандай. Яғни біреу бір дұрыс зат айтса, неге біз оны басуға тырысамыз? Біз және көбіне көп мәселені көтерсек те көмекші ретінде, яғни мен енді тікелей түсінбейтін шығар. Мен көбіне менің ойымша аудан әкімдеріне көмекші болып жүрмін. Өйткені аудан әкімі жол салуға немесе ауыл әкімі ол хат жаза алмауы мүмкін біріншіден. Есқалиевтан қорқуы мүмкін, Төреғалиевтан қорқуы мүмкін. Немесе хат жіберсе де оған сен тұра тұр, сен қазір бізде кезекте 15-ші тұрсың, мына жақта басқа. Яғни сондай мәселелер болуы мүмкін. Енді аппаратта жұмыс жасаған адамдар түседі, бюрократияда. Біз осы мәселені көтеріп, ол айтуы мүмкін. Қоғам көтеріп жатыр. Әділ баны Бауыржан айтып жатыр. Бөлінді ақша, немесе бітіріп тастайық, бүйтейік, сөйтейік деген сияқты. Сондай жерден біз әрине көмектесуіміз орны. Енді ең бастысы біз енді ойлайтынымыз қылмысқа, жаманшылыққа, бұзушылыққа бармау. Өйткені біздің жұмысымыздың банағы қылмыстық кодекстің кейбір баптарымен ұштасатын жері бар. Өйткені мен бір жерге объектіге барып, оны видеоны түсіріп, хатын жазып, сол кезде мысалы әкім болсын, басқа азаматқа хабарласып, мен оны жібермей қалсам, немесе одан бір енді болады ғой бір диалог болса, ол былай айтқанда алаяқтық болып мүмкін. Сондықтан біздің жұмысымызды тәуекелдері, қауіптері ол да өте көп. Сонымен енді осы бағытта сын айтылғанда да енді расымен де сынның түр-түрі бар ғой. Сынның түр сол айту. Сынның түр-түрі бар. Сынды қабылдаудың әркім өзінше адамның өзіне байланысты, биліктің өкілінің өзіне байланысты. Сын жаңағыдай фактімен дәлелді түрде айтылса, жаңа айтқандай ұсынысымен жаңа айтылса, оны дұрыс қабылдау керек. Көп жағдайда мысалы жаңа жеке басына қабылдайды, кейбір рас па бұл айтып айтқандай. Ала көзбен қарай өзіне қабылдап, өзінің жеке басына қабылдайтындай, менің орнымда көздеп отыр ма, менің жұмыс істегенімді көрмей отыр ма деген сияқты. Олай емес. Жаңағыдай сынды да бөлу керек те. Жаңа ұсыныс дұрыс фактімен айтылған сындарды дұрыс қабылдау керек, дұрыс айтылу керек. Бірақ та сынның әртүрлі әлеуметтік желіде неше түрлі сындар бар мысалы айтылатын. Жеке басқа айтылатын сындар бар мысалы. Шенеуніктің жеке басына немесе мемлекеттік қызметкердің жеке басына тиесілі айтатын сындар бар. Ол басқаша нәрсе. Мынада жаңағыдай дұрыс айтылған сынды дұрыс қабылдау керек те. Осы көмек негізгі мемлекеттік қызмет органының немесе басқа да органдардың жұмыс істеуіне ол көмек істей алмайтын нәрсе. Мемлекеттік мемлекеттік органдар, аппарат, жалпы мемлекеттік қызметкерлер қала түсінікті. Ауылдағы белсенді азаматтар бар ғой, өзің ойын айтатын, жаңағы Фейсбукқа жазатын деген сияқты. Сол азаматтармен қалай қарым-қатынаста? Қалай қабылдайды олардың сынын? Ол жаңағыдай айтылғандай әр алуан түрлі қабылдайды. Оны расымен де жаңа айттық қой, біздер жергілікті қоғамдастықтың қалай қалыптасатынын іріктеудің білесіздер деп. Негізі сондай жаңағыдай
айта алатын адамдарды қастарында ұстау керек те. Айтады жаңағы зат дұрыс нәрсені, саған дұрыс нәрсені айтады да олар, саған бетіңе күліп тұрып, күліп жылмаңдап, жаңағыдай сен жақсысың, сен күштісің деген сайын адам баласының ойы өзгереді де. Ол кезде уже ой бәрі күшті екен ғой деп ойлайды мысалы. Қасында жаңағыдай айтылатын дұрысын нақтылап айтылатын кісілер, Нұреке, мынау дұрыс болмады ғой сенің деп айтатын кісілер болса, ол әңгіме басқаша болады. Ол кезде сыннан қорытынды шығарасың жаңағыдай. Мін емес қой, ол сын ғой. Өйткені ол жеке бас емес, жұмысқа қатысты нәрсе. Ол жалпы менің елім деп қабылдау керек те әркім. Менің елім, мына менің туған жерім. Мысалы мен переметіне келген кезде жаңағыдай жүйеде болғанға, мемлекеттік қызметте болған кезде кейбір кісілер бар мысалы. Понаехали тут дейді, жаңа айтады ғой жаңағыдай. Келдіңдер, аннан келдіңдер, жаңа келіп бірдеңе деп. Мен айтамын мысалы, мен екі балам сол переметіне дүниеге келді де айтамын, мен екі балам осында дүниеге келді мінекей. Екі балам осында өсіп жатыр. Екі балам туған жерде, ол менің де жерім мысалы. Жалпы сондықтан да ел жерге бөлінбей жаңағыдай халықтың арасында бар сондай жаңағы шеттен келді кісілер келді ғой деп. Бәрі де менің елім деп қабылдау керек те, менің жерім, менің тілім немесе менің елім деп солай қабылдау керек те барлығында. Тіпті шенеунік болсын, қарапайым ғана азамат болсын. Сонда ғана жұмыс жүреді. Алай жаңағыдай бөлініп жүретін болса жаңағыдай, мынау билік деп, мынау қара халық деп бөлетін болса, ол ештеңе жұмыс жүрмейді. Аққу шортан қам саян дейді ғой. Сол сияқты жан-жаққа тартамыз да болды. Мәселемен айналысу емес, мәселені айтқан адаммен айналысу бар ма ауылдарда қалай? Ол ондай бар ғой, ол тәжірибеде, практикада бар нәрсе ғой. Бір өтсіздер де мысалы. Мәселемен айналысу керек қой негізі, расымен де. Нақты дәлелді мәселелермен көрініп тұр ма мысалы? Мойындау керек қой. Мінекей, істеу керек дүние. Осы мынандай жағдайлар бар ғой мысалы. Мысалы, бәкең арыз жазады, жоғары жағада отпискасы төменге жібереді. Да? Мысалы, төмендегі кісі оны істей алмайды. Бірақ сол бәкеңе жауап берді, төмендегі кісі жауап берді. Рас болды. Болған жағдайлар мысалы. Менде де сондай болды. Жақында бір жерге хат жібергем. Жаңағы хатым 18 жерге жолданып, мен өтініштен қарап отыр. Ең соңында бір естіп жүрген жауапты алдым да. Сондай мәселе көп қой енді. Біз жаңа цифровизация дегеннің өзінде де. Бірақ сол хатты жауып тастаумен айналыспай, сол мәселені түбіне жеткізуде сұраушыға байланысты сияқты. Жаңа сен цифровизацияны бір жақсы жауапқа қанағаттанбаймын деп, сол жауапты басқа органдарға жолдауға болады да. Мысалы, сондай бір әрекеттер бар. Енді мына сын демекші бір қосарым. Мысалы біздің облысымызда сыбайлас жемқорлыққа қарсы облыс әкімі жанында комиссия бар. Қала әкімі жанында да комиссия бар. 2 жыл болды, мен ол комиссия отырыстарына қатысып көрген жоқпын. Яғни олар да шақырып көрген жоқ. Яғни былай айтқанда қазір енді коррупциямен күресіп жүрген белсенді азаматтардың Оралдағы бір 2-3 жігіт болсақ, соның бірімін олар шақырмайды. Неге шақырмайды деп ойлайсыз? Өйткені біз барсақ бағанағыдай мәселелер қойылады, жол неге салынбайды, су неге тартылып быт-шыт болып жатыр, яғни көп мәселе көтеріледі. Ал енді олардың хаттамаларын мен алдырттым, қарадым, және Орал өңірін ашсақ та жазып отырады ғой, қандай мәселе қаралған. Мәселелер өте күлкілі. Яғни кішігірім сұрақтар, бізде өте ауқымды сұрақтарды олар енді күн тәртібінен өтіп, яғни былай қарап отырсаң енді ол сол кезде яғни біздің әкімдікте неге өз-өздерін яғни солай алдайды, неге біз шында да жағдайдың мүшкіл екенін көтеріп қарауға болады ғой. Сол мәселе. Яғни тағы бір қосар, мен қазір бір еркін көсіліп жүргенімнің бір себебі, мен қоғамдық кеңестің мүшесімін облыстық. Яғни ол жерде бір жақсы алаң, енді болашақта қоғамдық азамат қоғамда қалай дайындаймыз, көтереміз деген кезде мен сол бір айтатын мәселелерім соған осындай белсенді азаматтарды кіргізу, алу. Ал ол бізді қашан шақырды? Яғни қаңтардың банағы болған оқиғадан кейін, қаңтардағы қан төгістен кейін,
яғни президент әкімшілігін тікелей әкімдіктерге, мәслихаттарға тапсырма беріліп, белсенді азаматтарды, ашық ойлы азаматтарды, осы халықтың бір мұңын жеткізе алады ау дегендерді алып қайтадан қараңдар деп, содан кейін ғана барып қоғамдық кеңестердің кішкене мүшелері өзгерді, форматы өзгерді. Одан кейін және де жаңа бастамалар бойынша тікелей сайланатын депутаттарға да мүмкіндік берілді. Мысалы ана кім Зайытов не деген Бұлан ауылында тұратын Зиятов. Ой, Зиятов, Серік Зиятов, құрдас жігіт, Серік Зиятов. Сол сияқты жігіттер енді мына бізде қалада бар кім, Ерлан Жұматаев бар Зачаянста мысалға. Енді бұрын енді нонсенс еді, олай жігіттерді өйтіп билік қараптан қара кіргізіп етеді. Ол да бір жақсы жаңалықтардың реформаларының арқасында, былай айтқанда, оларда келіп, қазір өздерінің мүмкіндіктерін пайдалануда. Ашық мәселелерді көтеріп, өткір мәселелерді былай айтқанда итермелеп, жеткізіп, бірен саран болса да. Бірақ онда да ол депутаттармен біздердің қоғамдық кеңестегі рөлдеріміз кейде былай айтқанда елеусіз болып қалып жатады. Өйткені оның ішінде көпшілік бар. Дауыс беру деген өзіңіз білесіз, яғни кворум дейді. Яғни 31 адамның бірімен жақсы Нұрлан Сәдір бар қасымда, Қайдар Қапанов бар, Жансұлу Төремұратова бар. Енді кейбір жерлерде біз енді былай айтқанда даусымыз аз болып қалуы мүмкін. Бірақ дегенмен де әйтеуір ішінде бармыз. Солай біртіндеп енді жасалмаса бірден енді қоғамдық жалпы ашық қоғамның жақсарып дұрысталып кетуі әрине. Уақыт керек енді оның барлығында бағанағыдай уақыт керек, қажырлы еңбек керек, оған ақша бөліну керек міндетті түрде. Сосын жалпы ол азаматтар бағыт бағдарын алып, барлық жаққа шаппай өздерінің бір бағытын алып алу керек. Мысалы мен шыны керек, мына жұмыста кейде кәдімгідей шаршатады. Өйткені мен универсал болып кеттім. Бүкіл мәселеге де шалжым мысалға. Ал мына жалпы дұрысы, мына Америкадағыдай әр саланы алсақ. Мысалы сіз денсаулық сақтау саласының маманы болсаңыз, соның қоғамдық мәселесін көтересіз. Шприцтер жетпей жатыр. Балаларға мысалы Құдай сақтасын бір кәмелетке толмағандар аборт жасалып жатыр. Көп қой, суицид болып жатыр деген сияқты. Нұрлыбек мысалы сен өзің жолды алып мысалы, тек жолды қарайсың. Мен мысалға алып манағыдай қандай мысалы спорт мысалы, немесе қоғамдық көлік, жалпы қоғамдық қатынас сондай мәселе. Яғни сондайлар көп бағыт-бағдар көбейсе, яғни былай айтқанда найзаның ұшы да дөп тиетін жерлеріне. Енді әр жаққа шапқаннан кейін енді азбыз ғой біріншіден. Сондықтан осы жолда мемлекет мен ойымша рөл беріп оларға сценаға, сахнаға шығару керек. Мысалы Америкада енді көбіне енді шыны керек, мен өзім Америкада болған жоқпын, бірақ кітаптан оқимыз, жаңалықтан оқимыз, киносынан қараймыз. Оларда бұл жұмыстың бәрін кім жасап жатқан? Волонтер дейді, ерікті дейді, қоғамдық нелер ғой. Киносын қарап отырсыз ба? Демалыс күні не істейін деп жатсам, демалыс күні мен еріктілер дедім, барып өрт сөндіруге қатысамын, немесе барып жетімдерге тамақ береміз, сондай. Яғни олардың барлығында, былай айтқанда, олардың акиматтары делегирование беріп, тапсырып, қоғамдық жұмыстарға тапсырып қойған. Олардың олында өзінің қаражаты бар, мына жақтан қаражаттар бар филантроптардан. Яғни былай айтқанда бүкіл жұмысты олар солардың қолымен жақсы етіп, бірге симбиоз дейді, былай жұмыс жасап жатыр. Бізде бәрі басқаша болып тұр. Ал аудандық, ауылдық қоғамдық кеңестердің жұмыстарына қандай баға бересіздер? Нақты айта алмаймын мен. Жаңа ғана айттым ғой, ол жерлерге адамдардың қалай кімдердің отырғанын. Жақсы азаматтар бар, мысалы қоғамдық кеңеске мүше бола алатын, олардың уақыты да жоқ. Мысалы кейбір азаматтар, еңбектегі азаматтар мысалы қарапайым азаматтар емес қой, олар тірлікте жүрген кісілер ғой. Олардың уақыты да жоқ, мысалы қоғамдық жиындар өткізу керек қой енді. Олар қатыспайды мысалы. Ол да енді бір жағынан кейде осылай қарап отырсаңыз, енді ат тонын ала қашудың да бір жолы ғой. Бір жолы. Расымен де сол ат тонын алып жаңа айтқаным сол көбі. Неден қорқатынын түсінбеймін. Белгілі бір деңгейдегі өзінің сөзін, өзінің жаңа тек қана өзінің емес қой енді ол. Көршісінің, ауылдасының сөзін мысалы айта алатын кісілер бар ғой. Сол айту керек қой. Енді көбіне шыны керек, мемлекет пен бизнесі болмаса да өзі жақсы бизнес жасап, жақсы табыс тауып отырған, өзіне жететін, және басқа да көмектесе алатын енді кәсіпкерлер дейік, бизнесмен байларға кейде бір әңгімелерде мен мынандай бір сұрақ қоямын. Ол не тіпті кез келген адамға ой қояды. Бірақ көбіне солар ғой енді мемлекетпен араласпайтын. Өйткені олардың жасап алған бизнесі бар, оларда капитал бар. Олар қазір бағанағыдай қоғамдық белсенділікке араласатын болса, олар қорқатын бізде әлі нышан бар. Бізде өтені рейдерлік дейміз, басқа да, былай айтқанда
біздің былай айтқанда біздің Қазақстанда әлі заңдар бәрі өте күшті жақсы болғанмен кейбір заңдарымызда бізде әділдік жоқ. Яғни біздің адамдар қорқатын сол, ол болашағына деген сенім жоқ. Мына бизнесімді алып кетемін. Ұлттық буржуазия қалыптаса алмай жатқан. Орталық яғни бәрін жасайтын не. Яғни бизнесімді жауып тастай ма? Не болып кетеді? Малым қырылып қалмай ма? Немесе жерін тартып алмай ма? Өзім арендада әр жерде ұстап отыр едім деген сияқты. Бірақ дегенмен де өйтіп ондай позиция ұстанған адамдарға тағы бір мынандай сұрақ, сол жолмен сол азаматта жүреді ғой. Яғни астында 300 Toyota Land Cruiser бар. Қанша 50 миллион ма қанша тұратын, 100 миллион тұратын машинамен жүріне, сен ол жермен десятка Лада там 21-10 мен жүріне, бәрібір сол жол ғой. Бәрібір сол түнгі жарығы жоқ қала, немесе тротуары жоқ ауылдық немесе қаланың көшелері, яғни былай айтқанда барлығында бірдей. Енді олар ауылмен шығып жүрген жоқ қой. Сондықтан да бәрібір менің ойымша болашақта осындай азаматтар, яғни қаржылық жағдайы бар, әлеуметтік жағдайы бар, былай айтқанда горизонталды байланыстары бар адамдар, олар осы қоғамдық жұмысқа, яғни қоғамдық жұмыс дегенде ашық қоғамға белсенді болсын, басқа да бір мүше болсын, олар келу менің ойымша енді бір уақыттың есебі, соларға сол уақытқа келеді. Өйткені ол да осындайдан шаршатады. Өйткені бәрібір Қазақстанның жолы жоқ, немесе быт-шыт болады, шамалып жатыр деп олардың енді көшіп кетіп жатқандар бар шығар, мүмкін басқа ұлттар енді көшіп жатқан шығар, мысалы Ресейге, мысалы басқа нелер. Бірақ енді бәрі көшіп кетпейді, бәрі мұнда қалады. Білім, балалар бар, білім алу керек, там бизнесі бар, тағы бір нәрсе деген сияқты. Сондықтан енді ол енді менің ойымша оларға да осындай бір не болар еді, ол бір енді қамшы болар еді деген ғой, итермелейтін. Күтеміз енді. Сосын енді тағы енді ойым, жалпы мына қоғамдық кеңесті айтып жатсыз ғой. Енді менің бір ойым 24 жылға осы қоғамдық кеңес мүшелерімен бір жұмыс жасағым келеді. Бір өзімнің бір жолым бар. Жұмыс жасаған дегенде оларға мына госзакуп сайтын үйретіп, осы өтініш пен арыз қалай жазылады. Тек кеңес мүшесі деген барып жиналысқа барып қол көтеру емес. Яғни ол 31 адам 31 жерде әртүрлі мәселені алып ортақ әкелсе қазынаға, міне мынандай мәселе бар, көтерейік, былайша жасайық деп. Солармен бір жұмыстану, яғни аудандардың қоғамдық кеңес мүшелерімен танысып, осындай жұмыстарды үйрететін бір курс па, тренинг па жасау менің ойымда бар. Енді бұйырғанын көреміз. Енді бұл жерде ең басты аудандық мәслихаттар қалай айтады енді, рұқсатын берсе, өздерінде бір ниеттері болса, мүмкін ішінде ашылатын бір нелер, потенциалдар бар, ішінде ағай апайлар бар ғой енді олардың ішінде де. Сондықтан бір үйрету көрсетіп жіберу, олармен тікелей жұмыс жасау жоспарда. Және де ұмытып бара жаттым, 2 қазанда президент қоғамдық бақылау туралы заңға қол қойды. Бұл енді бізге жақсы жаңалық, яғни былай айтқанда қоғамдық бақылау дегенді көтермелеп, үстемелеп жатыр. Яғни бәрібір біздің Қазақстанның басшылары, енді бірінші басшылар, олар түсініп тұр. Ол өйткені бұл енді заманның талабы. Қоғамсыз енді былай айтқанда мемлекет жоқ қой, енді былай айтқанда ол енді ядросы ғой, енді халық деген. Яғни конституцияны жазылып тұр, енді халық билік көзі деп. Өзіңіз білесіз, реформадан кейін енді ұлттың қазба байлықтардан бала-шағаға, азаматтарға бір пайдасын, табысын береміз деп жатыр. Яғни ол бәрі енді жайлап келе жатыр. Сол уақытта мына осы азаматтармен кездессек, мен ойымша олар енді кездеспейік десе де, менің ойымша ертең президент әкімшілігін осы қоғамдық бақылау туралы заңды түсіндіру, енді жұмыс жасау керек қой, ол жұмыс жасау керек қой, ол заң емес. Бәрі де оларға тапсырма келеді, сондықтан да біздің ертең ойымыз бір жерден шығатын сияқты. Сосын мына азаматтық белсенділікті жалпы жаңа қоғамдағы бір көрген қисайып жатқан нәрсені түзеуге тырысуды, ол да азаматтық белсенділік қой қоғамда. Соны көбінесе бізде бір саяси көзқараспен шатыстырады ғой. Соны қоғамда жаңа айтып отқан халық та билікте бүйтіп екіге ажыратып түсіну керек сияқты ғой соны. Мысалы азаматтық белсенділік пен саяси белсенділік, ол екеуі мысалы бірдей нәрсе емес қой, ұқсас нәрсе болғанмен. Көбінесе егер бір адам шындықты көргенді шырылдап айта бастаса, оны оппозициялық көзқарастағы адам деп көбі теріс айнала бастайды, адамдар қаша бастайды. Сол бұл біздің әлі адамдардың азаматтық белсенділік түсінбеуі, өздерінің әлі өз құқықтарын қорғай алмауы. Нұрбек, бір мысал айтып жіберейінші. Кеше мен бір азаматша келген, ол мәселені мен жазда көтерген болатынмын. Яғни Жылаевқа қарсы бірінші шағын аудан, есіңізде шығарсыз, бірінші микрорайон, жер үйлер 400 шақты екен, 110 деді екен, 120 үй салынып тұр, бірақ 400-ге бөліп қойған. Бұл жерде өте қысқаша айтатын болсақ, кезінде бір әйел адам
ауыл шаруашылығымен айналысамын, бидай егемін бе, картошка егемін деп жерді алып ұмытып қалыппын. 34 гектар ма 40 гектар ма екен, 1-2 жыл ұстайды да. Бұны енді мен бағанағы дача жасаймын, саяжай, бау-бақ жасаймын деп категориясын ауыстырады. Сосын бәйтерек ауданы бөледі, сатып жібереді. Былай айтқанда 1-2 жылда ол кісі, әйел адам, бір микрорайон жасап шығарды. Енді қаланікі емес, бәйтеректікі ол. Неше гектар жер? 34 екен. Гектар жер. Иә, гектар. 46 ма, сол шама. 50-ге жетпейді. Әлі 69 ба. Ұмытып қалып отырмын қазір. Қазір карта бойынша 400 жер учаскесі бөлініп тұр. Енді 8 соткіден 10 соткіден есептеңіздер. 110-да үй тұр. Бір ай адам істеп отқан. Енді акимат берді. Бұл жерде әртүрлі қазір енді біз нелерге бердік, мына тексеруші органдарға енді әлі нәтиже шыққан жоқ. Жалпы факт ретінде айтып отқан ғой. Салыстырайын деп отқан ғой. Бұл бір. Екінші, Жаңаөмір ауылында Теректі ауданының акиматы 5 әкім өтіпті, алдында пост жаздым. Ана 5 әкімдер енді бұрыннан келе жатқандар. Ал 5-6 жыл болды, бір микрорайонда әлі салынбай жатыр. Естіген шығарсыздар, пост оқыған шығарсыздар. 1 миллиардқа жуық ақшаны салған. Одан бір ғана трансформатордар ұрлап кеткен, сымдарды ұрлаған. Газ суға биыл ақша бөлдіріп, енді салайын деп жатыр. Былай айтқанда мына бір адам, енді мүмкін коррупциялық тәуекел болды, қауіп болдым білмеймін мен, бірақ енді менің ойымша ол өте дұрыс емес зат. Ол акимат бәйтеректің әкімдігі жер берген кезде ол білді, ол бәрі картошканы да екпейтін, бау-бақшаны да салмайтын, ол бәрі сатып жіберетін. Енді бір кісі жасап шығарды микрорайонда. Адамдар тұрып жатыр, керемет қаланың қасында. Жаңаөмірде Теректі әкімдігі араласып жатыр, ақшасын салып жатыр. Әлі тек қана 5 үй тұрады қазір. Әрине 5 үй тұрады, өйткені газ жоқ, су жоқ, тағы не жоқ, жарық жоқ. Бірден кетіп енді үй жоқтар барып салып алған шығар 5 үй. Салыстырып қараңызшы. Мемлекет қандай менеджер, бір адам қандай менеджер. Енді екінші бұл жерде мәселесі. Кеше сол апай келіп, бір апай бар ішінде, бана белсенді болып жұмыстарын ұйымдастырып жүрген. Бұл азаматтар енді дача болғаннан кейін олар жол жоқ, асфальт. Ол түсінікті. Газ, су, жарықты өз ақшаларына қосып алды. Счетчикті бәрін жинап неден төлеп отыр? Қалай айтады? Бір счетчиктен төлеп отыр. Өйткені ол емес қой, тұрғын үй емес қой. Бұл ақша болғаннан кейін тұтынушы кооперативі болу керек. Әйел адам айқайлап жүріп, әйел адамдардан ақша жинайды. Яғни бермейді екен ақша. Ол енді жас бір проблема. Енді олардың қоқыс төгетін нелері жоқ. Бана қоқыс төгетін контейнерлер Жылаевқа апарады, немесе Тоғайға шашып жатыр. Кейбіреулері көміп жатыр дейді. Енді себеп бірдеңе қазып. Яғни бұл апай осы 3-4 ай айналысып жүргенде шаршап кеткен өте. Мен апай көрдіңіз, 110 үй, сіз әкім сияқтысыз. Көрдіңіз, жұмыс қандай қиын. Халықты басқару да қиын. Және біздің халықта жарықты төлегісі келмейді, пайдаланып отқан жарық үшін. Мусорда барып Тоғай далаға лақтырады. Проблема көп қой енді, анау менікі емес, мынау менікі емес деген сияқты. Сол апайдың айтуы, иә, шынында да шаршатады екен. Халық басқару оңай емес. Бағанағыдай және өзіміздің халқымызда бәрібір ұйымдаса қойса екен. Иә. Деген сияқты. Жаққа тартады бәрі. Иә, сондай мәселелер бар. Яғни сізге салыстырмалы түрде айтып отқаным ғой, бағанағыны. Енді сын деп тұрсыз ғой. Сөзінде сын деп тұрсыз ғой. Яғни бұл жерде бір негізі түпкі әңгіме, мына апай бір әңгімесінде алдында мен де бар кездескенде айтқан болатын. Біздің халық, біз билікті негізі сынауға шеберміз. Анау Назарбаев жаман, Тоқаев былай істемей жатыр, әкім Нариман мынаған үлгере алмай жатыр деген сияқты. Бірақ жеме-жемгенде біз өзіміз әлі өзгере алмай, дұрыс алмай отырмыз, әлі өзімізді ретке келтірген жоқпыз деген түп әңгіме сода болып тұр ғой мына жерде. Мына сынға қатысты айтып жатқан. Халық өзі мысалы бюджеттің ашықтығы, жаңағы бюджеттің жұмсалуын талап еткен кезде ол басқа бірдеме сұрап тұрған жоқ қой. Сол жаңағы бөлініп тұрған ақшаның дұрыс жұмсалуын сұрап тұр, былай қараған кезде. Бізде осы қаншалық деңгейде бюджетті халық өзі, халықтың қазынасы ғой бюджет деген. Сол халықтың қазынасын сол халық өзі дұрыс қадағалап отыр ма? Осы бір енді қорытынды сұрақ болсын. Меніңше жаңа айтуың дұрыс. Бюджет деген ол менің салығым, сенің салығың, сол сияқты жиналатын нәрселер ғой. Кісілердің ақшасы ғой енді. Соның жергілікті жердегі тиімді жұмсалуы сұрап отқаныңыз енді. Мысалы мектеп салынсын, немесе жол салынсын, немесе басқа да бір объектілер салынсын, соның тиімді жұмсалуы. Кеше мен Фейсбукты көбінесе қарап отырамын, жаңағыдай. Зият Серік кеше жазып отыр, су байланысты, суға байланысты жазып отыр, мысалы тиімсіз, сапасыз дүниелер атқарылып жатыр деп.
оның жаңағы айтқан бәрі бір сұраққа қайтып келеді де, сол жаңағы азаматтық белсенділік. Әр адамның азаматтық белсенділігі. Ол азамат, мысалы, бұл менің жерім, менің салығым, немесе менің ақшам деп сияқты қарау керек те, үкіметтің ақшасын. Соның тиімді және сапалы жұмсалуын қарау керек те. Көптеген өтірік емес қой. Үкіметтің ақшасы емес, ол бюджеттің ақшасы. Бюджеттің ақшасын соның тиімді, жаңағыдай сапалы нәрселер жасалып, тиімді жұмсалуы ғой енді. Ол өтірік емес, көптеген объектілер бар, мысалы, сақалды құрылыстар бар, мысалы, немесе жаңағыдай сапасыз дүние жасалған дүниелер бар. Соны қадағалайтын бір кісі белсенді келеді, мысалы, объекттің басына. Қадағалаушы органдар енді дұрыс кемшілік жіберіп жатса, көріп тұрса халық үндемей қалмау керек қой, ең бастысы. Сол айтып тұрғаным сол. Қорықпау керек ештеңеден. Мінекей мынау болды ма, факт ретінде көрсетіп, өлшеп, сызып жаңағыдай қалай болу керек. Соны азаматтық көрсету керек қой міне. Мысалы, ол объекттің технадзоры бар, мысалы, немесе технадзорға бермей, дұрыс жасалмай жатыр, мысалы. Кез келген объекттің басында технадзор күн сайын жүру керек, мысалы, күнде жүру керек. Басқасында істелген дүниенің өз бақылаушы органдар бар, мысалы. Оған да ақша бөлінеді, мысалы. Содан. Олар да ақшалап отыр. Олар қадағалау керек. Келетте, мысалы, объекті дұрыс жасалмайды. Кімді кінәлайды? Сол жергілікті атқарушы органды кінәлайды. Жергілікті атқарушы орган ол объекттігі, мысалы, мердігер табылды, мемлекеттік сатып алумен. Және технадзор бар оның өзінің, бақылаушы. Сол бақылап отыр, мысалы. Сұрау кімден болу керек сонда? Бізде былай емес па? Мысалы, бір үлкен компания қадағалаушы жаңағы органдарды өзі ашып алады. Мысалы, зерттеу лабораториясын өзі ашып алып, өз-өзіне қорытынды береді, экспертизаны өзі береді. Сондай мәселе болып отқан жоқ па біздің елде? Сіз сондай мониторингпен көп айналысасыз ғой? Ондай енді фактілер әрине мен кездестірген жоқпын. Мүмкін олар енді афирленген дейді, ол айтқанда бір-біріне де енді байланысы бар. Мүмкін сондай компаниялар бар шығар. Біз енді көбіне талдау жасағанда, мына ЕГОВта бір функция бар, мына БСН сәйкестендіру нөмірін жіберіп, құрылтайшылары кім, соны қарап алуға. Мысалы, жаңағы жобаны өзі жасап, өзі экспертизаны өткізіп жатқан жоқ па? Бірақ онда енді үшін керек, ондай фактілер анықталған жоқ. Бірақ біздің бір білетініміз, оны мердігердің де басқалардың айтатыны техта, авторда қадағалаулар 1% екен, әлде 1,7% екен пара алады. Яғни әр жұмысты атқарылған жұмысты қабылдау актісі бар ғой, соны тапсырған үшін, мысалға, ол екінші этажда салды, бірақ қағазда құжатта банағы үшінші этажда салынып тұр. Енді ақша алу керек, жұмысшыларына береді, тағы нәрсе материал алады шығар. Сондай құжаттарға қойылған үшін олардың яғни банағы айтқан бөлінген ақшадан әртүрлі оның да өзінің ішінде парасы отырады. Енді біздің енді қазір ойланып жүргеніміз жалпы қоғамдық бақылауды қалай ұштастырамыз, қалай бақылай алады, қалай дұрыс салыну керек мектеп мысалға. Мысалы Чувашкин мектебі сияқты кеше Жиенбай салған 2 миллиард 800 миллионға енді су кетіп жатыр дейді мысалы. Оны комментарийін оқыдыңыз ба? Кімнің? Антазиев па кім? Басқармадан. Бір сұхбат берген ғой. Ол әлі жаңадан салған ғимарат, ол отыру керек. Сол отырған кезде бүйтіп қыртыстар жабылады, сол кезде су ақпайды деймін. Мен түсіндім, не айтты деп екінші рет оқыдым. Енді мен әзірге комментарий жазған жоқпын, өйткені бір құрылыс маманынан сұрап алу керек те. Бар ма сондай зат негізі? Ол бүйтіп отырады, сол кезде бүйтіп жабылып қалады бәрі деген сияқты. Жабылмай қалса ше мысалға. Енді бірден салу керек емес па? Герметикалық. Мен кеше соны енді былай айтқанда Жиенбайды қорғап тұр ғой енді. 3 жыл ма 4 жыл салды. Кеше бір белсенділер барып бір ағай көтерген ғой. Сондықтан да енді бюджетті енді қарау енді біз әзірге рөлін сол несін бір тапқымыз келіп тұр ойымыз. Қалай соны байланыстыру болады деп. Алдында заңдарды қарап отырсақ, мемлекеттік сатып алу заңнамасының ішінде ережелер бар ғой, қалай өткізу. Сол ереженің ішінде бір қосымшасында мына жұмыс дейді ғой. Мысалы, құрылыс салу, жол салу, мектепте күрделі жұмыс жасау, ол жұмыс қой. Сол жұмысқа тапсырыс беруші дейді, яғни мысалы әкімдік дейді, немесе құрылыс бөлімі дейді, өзінің өкілдерін барып бақылауға комиссияға тарталады екен. Сөйтіп жазылып тұр. Өкілдерін ол яғни кімнен тартылады? Қарапайым халықтан тартылады. Қоғамдық кеңес, депутат болсын, басқа азаматтар тартуға болады. Мен сосын жақында тиісті сұрау жібердім сосын облыстық әкімдікке, олар бүкіл аудандарға таратқан.
енді әңгіменің қысқасы олардың көбі бір 7-8 аудан келісіп отыр. Иә, біз сіздер бір мүше беріңдер, өзіміз қарайық. 24-тен шығар, енді болашақта деп жазады. Болашақта біз комиссия болып қабылдағанда тек мысалға құрылыс бөлімінің басшысы бармайды, басмалайын, бір комиссия болса, бір белсенді азаматтарды соларды бірге апаруға, қаратуға. Және оларға график қой, олар қарап жүруге былай айтқанда. Яғни бізде заңның өзінде сондай былай айтқанда норма бар екен. Соған көмектесетін. Соны енді ұштастырып, бізде соны енді Оралда мен ойымша 24-тен бастап бастауымыз керек. Көрсетейік басқа облыстарға, бізде де үлгі берейік деген ойда. Тек манағыдай дұрыс жасай алатын болсақ, бір әрине оны шыққан әр актісі болу керек. Бір нәрсе көрсең. Сосын мысалға шауып барғанда бәрі де құрылыс маман емес қой, ол жерде өзінің бір мамандары бару керек. Солай емес пе? Бізде мысалы осы әр пост салғаннан кейін маған қанша жігіттер жазады. Көбі енді вахтада жұмыс жасайды, кәсіпкерлер, енді басқа салада жүр, бірақ өзінің мамандары. Біреу айтады, бәке мен ПС-ді сметаны оқи аламын. Бір сұрақтар болып жатса, білмей жатсаң хабарлас, электронды почтаға жібер, мен сметаны оқып беремін, мына жерін айтып беремін. Біреу айтады, мен құрылыстың несімен мына жерін қарай аламын, біреу жолдікі деген сияқты. Яғни былай айтқанда азаматтардың да қызығушылығы бар. Яғни тегін не істеп, өзі бір ақыл кеңесін, консультациясын айтуға. Және мен ойымша ол азаматтарды итеріп тұрған не ол осындай нәрсеге? Манағыдай онда бір намыс қой енді. Бір дұрыс болсын, жақсылық, былай айтқанда жақсылық жасайық деген сияқты бір. Сосын мына бүкіл болып жатқан қоғамдық құбылыстарға бір тетігі болайын, ішінде бір мен де араласайын осы өмірге деген несі, ниеті. Ондай азаматтар бар. Дұрыс айтуыңыз. Расымен де жаңағы қай дүние болсын, салынатын бір істелетін дүние болсын, соны маманы керек қой негізі. Соны білу керек. Мысалы, құрылыс ол сметалық құжаттардан басталады негізі. Сметалық құжаттардан басталады. Соны оқи білетін кісілер керек қой, мысалы. Мен барсам, мен оқи алмаймын, мысалы. Мен не деп сұраймын, мысалы, мына строительден, мысалы, мердігерден не сұраймын, мысалы, одан. Әр саланың маман тарту керек қой дейсіз. Белгілі бір деңгейдегі маман бар, мысалы. Жаңа қадағалаушы, жаңа сметаны оқи білетін кісі керек, немесе әртүрлі дүниелер ғой, мысалы, жолдың құрамын білетін кісілер керек, мысалы, асфальттың құрамын білетін кісілер керек. Қалай салынып жатыр, қалай салыну керек, смета бойынша. Сметаны оқи алмайтын кісі ол қарайды да, былай жасау керек, былай жасау керек дейді. Ол түсінбейтін кісі иә деп те қабылдай береді, мысалы. Бір мысал. Әр салада бізде мықты мамандар бар да, бірақ сол мамандар сарапшы болып қалыптаса алмай жатыр ғой, иә? Сарапшы болу үшін ең болмаса олар өздерінің ойларын жазу керек интернетте. Кез келген бір нәрсені осындаған қажетті заттарды іздеңізші Google'дан, интернеттен. Бәрі орысша ғой. Не Россияның жазғандары, не басқа елдерден бізде қазақ тілде осындай құжаттардың өзі таба алмайсыз. Былтыр 22-де мына бүкіл ауыл аралап шықтық қой. Әсіресе мына осы жерден Тайпаққа дейін, Орал, Атырау тас жолын. Сонда бір байқағанымыз, ауылдың малдарын әр жерден өткізеді екен. Мысалы, Чапайға келесің, Чапайдың мына жағынан да мал өтеді, мына жағында өтеді. Грузерный үлкен шаған келдің, ол да солай. Сосын мен біздің облыс әкімдікке ұсыныс жібердім. Енді әр ауылдың проблемасын жазып келемін де, жазамын. Мына ауылда мал өткізетін жер жоқ екен, соны бір жерден жасаңыздар. Олар сосын қалада қазір жасап жатыр, оны Шолоқта мысалға үлкен күні-түні жанып тұрады. Көрініп тұрады, ана жердің ана жаяу жүргіншілер, пешеходтар өтетін жер екен. Мен айтамын, әр ауылға тұсына жасаңыздар, яғни мал өтетін жер қылдырып. Күні-түні жанып тұрады, өте бізде малмен болатын авария кеште, таңда өте көп. Ана ымырт үйірген кезде әсіресе байқамай қалады. Не деп жауап берді дейсіздер? Ол айтады, иә, рахмет көтергеніңізге осындай мәселені. Бірақ дейді, біз 24-тен бастап бекен, 24-28 бекен жоба бар дейді. Яғни Атырауға дейін 2 жолақты автобан саламыз дейді. Біреу былай болады, біреу былай болады. Яғни мен түсінгенім, арасы қосылмайды екен. Осы ескі жолды қалдырады да, екінші бір бағытына жаңадан жол салады. Бірақ дейді, сіздің мәселені көтергеннен оқығаннан кейін, біз дейді, Қостанай вод проект деген мына несін сызып жатыр екен, бүкіл жобасын, мал өтетін жерлерді ұмытып кетпіз дейді. Енді сіздің хаттан кейін, сол Қостанай вод проектке хат жіберіп, мал өтетін жерлерді осы жобаға енгіземіз дейді. Сіз мәселенің ауқымын түсініп тұрсыз жалпы. Былай ғой, былай айтқанда, сіз өзіңіз үй салып жатсыз мысалға. Үйдің ішінде мысалға туалет немесе ваннаны ұмытып кеттіңіз. Сіз әйеліңе айтпайсыз, мен біз ваннаны ұмытып кетпіз деп. Ол енді кейде бір кинода болады шығар, бірақ енді ол кәдімгі жан-жақ талқыланып. Дәл осындай жағдай мына Жәнібек Орал тас жолында бар. Мысалы, жолдың жобасымен таныстым мен. Мен енді киік мәселесімен көптен айналысып жүргесін сұраймын, талап етемін ғой. Жаңағы тас жол бітуге жақын. Қанша жыл салынған жол. Бірақ киік миграциясы өтеді де ол жерден. Киіктің саны енді 2 миллионға жетті деп жатырмыз.
киік өтетін жол қарастырылмаған, жаңағыдай ұмытып кеткен сияқты. Ол ертең мысалы дәл қазір ол жерде мысалы қысы жазы балшық көліктер жайлап өтеді, енді киікті көреді ғой дәл қазір. Ертең ол жақта гаи аз жүреді, мысалы жол біткеннен кейін түнде киік шығады ғой, міндетті түрде. Бірақ сол мүлдем ескерілмеген. Сосын жаңағы экология министрлігіне хат жазғанбыз. Жаңағы дамыған елдерде мына экодук деген бар ғой, жануарлар үшін салынған. Біздің елде министрліктің айтуынша бірде-бір экодук жоқ екен, мүлдем қарастырылмаған. Киік те солай. Не керек ол, егер біздің мал жануарға қарым қатынасымыз сондай болса? Экодук. Енді бұл бәрі тапсырыс берушіге байланысты. Тапсырыс беруші егер әкімдік болса, құрылыс басқармасы болса, ол ойлап соны береді. Оны мысалы Қостанай от проекттегі біз отырмыз, біз схема сататын, жоба сататын жігіттерміз. Біз білмейміз ол Жәнібек қайда, ол Тайпақтың жері қай жерде. Сосын жаңағыдай жобаларды жергілікті қоғамдық қауымдастықтармен талқылау керек шығар, мүмкін. Сіздерге не қажет мысалы? Енді заңда бар ғой, қоғамдық тыңдау дейді, қоғамдық кеңеске апару керек, қалқа айту керек. Енді бізде мұндай мұтылып кетіп жатады ғой, енді білесіз ғой, енді Шағаннан ары қарай көпір салу үшін Ақжайыққа енді қанша жыл енді былай алыс берісіп жүр. Ана перевалочный рощаны мысалға, ана жердегі шыны керек, біздің көршілеріміз, орыс ағайындар сол жерде Евразия Абай проспектісінің бойында тұратындар алып қалды ғой енді. Акимат ол жерде енді стадион саламыз, үй саламыз, тек жүретін жол саламыз ғой деп несін жердің категориясын ауыстырғысы келді. Ауыстырдық деген сөз бітті деген сөз. 2 жылдан кейін ол әкім ауысса, не біздер бір сәл байқамай қалсақ, онда өзіңіз білесіз ғой, бір жол салып немесе бір нәрсе кіріп кетсе болды, бүтін шығарады ертең. Сондықтан да бұл жерде тапсырыс берушіге байланысты. Ол жерде мысалға сызатындардың да, жобалаушылардың да қатесі болмауы мүмкін. Олар енді шынында да қазір жобаласа және шықпайды олар. Гуглдан қарайды, былай мынандай былай салайық деп. Қалай болып жатыр? Сондықтан тапсырыс беруші. Бұл жерде енді тағы өкінішті жағдай, мен ылғи мына видеоларымда мектептерді түсіргенде айтатыным, құрметті мысалы басшылар болсын, қарап отқан әкімдер, прокурорлар, судьялар, басқалар. Сіздер өздеріңізге үй салғанда, балаларыңызға бір мысалға үй салып берсеңіз, гараж, монша салсаңыздар да осылай салмайсыздар ғой. Дұрыстап саласыздар, ақшаңды ыңғайлайсың, уақытыңды келтіресің, бәрі манағыдай жобалайсың, жігіттерді шақырасың, салатын. Бізде тегін ақша. Сол бағана айтқан сол. Әр адам өзінің, менің елім, менің жерім деп, менікі деп. Оған қалай келтіреміз? Ал жақсы. Солай қабылдау керек қой өзіне. Қабылдамай отыр мысалы. Біз қалай ықпал етеміз сол қабылдатуға? Әңгіме сода болып тұр ғой. Қалай ықпал етеміз? Ол енді белгілі бір қазіргі жастар жақсы өсіп жатыр, мына бізден кейінгі жастар, білімді жастар ғой мысалы. Оған дейін біз білдіріп аламыз ғой бәрін. Соған дейін солай айтқан сол ба, мен күтеміз деп енді. Бүлінбеген жастар керек те, бүлінбеген. Орыс емес, қытайлар айтады, су бол дейді. Ыстық болса, адам жанып тұрса, оны сен салқындат дейді. Салқын адам болса, сен оны батырып жібер дейді. Қытайдың енді бір несі, ол мягкий дейді ғой, жайлап жұмса. Сол позицияны қолдану керек пе әлде? Бізде жалпы, біз енді бірден не ғой енді, атой салып шығамыз, бана бытшын шығару керек, дұрыс емес. Былай митингке шығып, қалай ықпал ету жағдайы болып тұр ғой, ықпал ету. Сіз айтып тұрғанда мен де түсініп отырмын. Мысалы, ол жігіттердің де ішінде мысалға намысы бар ғой, олар да тырысып жүр, бірақ қалай соған келеді? Әлде ол жүйе ескірді ме? Әлде ақша шында да былай айтқанда ішіндегі бүкіл нелерін басып тастады ма? Және тағы бір мысалы айтатын, бізде қашан 25 па, 27-тен бастап па жалпы декларация басталады, білесіздер. Бүкіл жалпы декларация мемлекет қызметкерлер енді шығындарында 24 па, 25-тен. Мен ойымша, қазір коррупция неге көп? Байқайсыздар ма? Коррупция өте көбейіп кетті. Өйткені декларация келе жатыр, ертең бәрін көрсету керек болады. Сондықтан да қазір меніңше осы кейбір адамдарда ақша жасап алу керек. Максимальный ақша жасап алу керек. Халықтың бюджеті ашық тұрған кезде. Ақшаны жасасын, жасамасын. Ол декларацияда көрсетілмейді көбінесе, өзінің атында емес мысалы. Жоқ, ертең соған келеді ғой. Мүмкін бір күн заңсыз баю деген бапты кіргізеді, ары қарай 10 жыл бәрін тексереді. Иә. Мысалы, жаңағы айтып отқан қолма-қол ақшаны негізі азайту керек қой, мен өзім ойым. Қолма-қол ақша азайса. Қазір білесіз бе, пара алатындар биткоинмен алатын? Жоқ, естімедім. Қазір крипто ғой, не керек қазір ақша да кірмес. Приложение Binance ашады да, сіз мысалы әкімсіз, мен мердігер. Пара алушылар да дамып кетті дейсіз. Иә, мен сіз мысалы өзіңіздің атыңызға ашып қойсаңыз да бір бар ғой енді бала шаға тағы бір ашып қойдыңыз балдызыңыздың атыңызда. Мен соған бір енді бір биткоиннің қазір енді қанша 32 мың ба 34 мың доллар, мысалы бір жақсы не ұтып алсам 10% енді 34 мың долларын қанша енді 20-30 миллион ба 300 миллион мысалы капремонт алатын болсам 10% десеңіз бір биткоин лақтырып жіберемін болды.
сіз оны және биткойнның бір жақсы бұл осы коррупционерге өте жақсы. Биткойн түсті ма кез келген жерде алып аласың. Оны сен Грузиядан барып шешіп алуға болады. Америкаға да солай кетіп қаласың. Алдында Украинаға соғыс ашып Россия кіргенде жұлдыздары қашты ғой. Бәрі соны биткойнмен қашты ғой. Иә, қазір бізде де сол келіп жатыр. Енді кеше Астанада біздің әділдік жолының бас аппаратында Дидар Смағұловтарға бана осы бойынша бір тренинг өтіпті бастап. Мен оған қатыса алған жоқпын, бірақ оның алдында да солай естіп жүргем. Және ол енді жаңа криптобиржаның тағы бір минустары банағыда енді Құдай сақтасын, енді қылмысқа жалдайды ғой, киллер дейді басқа, сондайлардың барлығына осындай арқылар жүргізілетін көрінеді. Оның ішінде коррупция да бар енді. Былтыр қоғамда мына Каспий тексеріледі деді ғой, анализ жасалады дегенде бір қоғам дүр сілкінгендей болды ғой. Адам жаңа дүкендер бізде Каспиймен қабылдамай қалып, былай қарап тұрсаң енді көр тұрады, заңды тіркелген болса сен көрмен төледің, ол салық органдарына көрінеді, ұсталды. Ал жаңағы перевод жасау, ол енді жеке адамдардың арасындағы нәрсе ғой, перевод деген. Бірақ бізде жаңа сауда саттықтың барлығы переводпен кетті де, ол енді салықты былай айналып өту ғой, былай қараған кезде. Бірақ соны қоғам дұрыс түсінбей қалды, қабылдамай қалды, жаңа біз айтамыз ғой, салық төлеуші деп адамдар айтады да, бірақ көп адам қай жерде қандай салық төлеп жатқанын көбі түсінбейді. Мен ойлаймын, жаңағы адамдар өзінің салығын түсіну керек сияқты да, қай жерде қандай салық төлеп жатыр. Айналып өту, қолма-қол перевод дегеннің өзі бір экономикалық жағынан дамытпайтын нәрсе ғой бізді. Артқа тартатын. Онда ел бізге үкімет жағдай жасап, бүкіл бәрінің жалақысын көтеріп, бүкіл барлық жерде былай айтқанда өзінің құндылығы көбею керек. Онсыз болмайды ол. Сананың тұрмыс бермеу керек қой. Өйткені жалақы көтерілмей, басқа да еңбек ақысын дұрыс төленбей, әрине адамдар болады. Өзі аз ақшаны әрине ол андамда тығып сосын көрсете бастайды. Сондықтан сол мәселеге біз қайта дұрыстап тұрып қарауымыз керек қайтадан. Бірақ енді бір жағынан қарап отырсақ, біз енді бір кедей мемлекеттердің біріміз ғой, шыны керек. Бізде ақша жетпейді ғой бізде. Орал өзіміздің облысымыздың өзі дотацияда отырып қой енді. Былай айтқанда біз Атырау асырап отырық десек, ешқандай ренжімейміз. Ол шын. Ал неге? Не екенін білмейміз. 1,5 адам ба, 2,5 адам өздеріңіз көрдіңіздер, бүкіл билігі не алдайды, бизнес пен ақша бір жерде тоғысып отыр екен солардың қолдарында. Яғни мен ойымша әлі де бізде біраз соған қатысты бір талқылаулар, шиеленістер болады болашақта. Әлі де біздің халық өзіне қажетіні ала алмағаны бар, болашақта алатыны бар, қазір алмай отқанын бәрі де бір ол сұрайды ол. Ең басы сол жерде тек дұрыс диалог болса, бейбіт жағдайда болса келіссөздер, және билік соны дұрыс түсініп, енді билік дегеніміз үкімет қой бізде, дұрыс түсініп, дұрыс оған халыққа жағдай жасауды шешсе өте күшті болар еді. Мысалы ғана Тоқаевтың мына ұсынысы маған өте қатты ұнады. Енді жемісін 1-2 айдан бастап көреміз ғой. Яғни әр сатылған мұнайы бар, газы бар, тау кен орындарының бір пайдалы қазбалардың бірнеңе пайызы кішкентай балаларымызға түсіп отырады. Егер Нұрсұлтан Назарбаев соны кезінде жасап кеткенде, ең болмаса 2010-да жасағанда, халық ол кісіні әлде де қошеметтеп отырар еді деп ойлаймын. Өйткені ол бәрібір халыққа тиесілі, бізге тиесілі зат қой, жердің асты болсын, үсті болсын. Сол бір енді сол кездің үлкен қателігі, бірақ деген болса болашақта мүмкін жақсылық жасар. Енді сол кезде жасалғанда қаншама бала мысалы оқуға түсе алмаған оқуға түсер еді, қаншасы үй алар еді, қаншасы мысалы басқа да грант алмай сол ақшаны пайдаланып бизнес ашар еді, ауылды да көркейтуге басқа жерде. Бірақ енді оны өтіп кеткен өткінші зат, тек сабақ алмасақ енді одан. Енді подкастымызға келіп ойларыңызды ашық айтқандарыңызға көп рахмет. Сізге де рахмет шақырғаныңызға.